Сөзсіз барлық мақтау Алла Тағалаға тән. Алла Тағаланы мақтаймыз. Алла Тағаладан жәрдем тілейміз. Күнәларымыз үшін кешірім сұраймыз. Алла Тағалаға қателіктерімізден кейін тәубамен ораламыз. Жан дүниеміздің жамандықтары мен істеп қойған істеріміздің кесірлерінен Алла Тағалаға сыйынамыз, одан пана тілейміз. Кімді Алла Тағала тура жолға салса, оны адастырушы жоқ. Кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Жалғыз әрі серігі жоқ. Алладан басқа тәңір жоқтығына куәлік береміз. Және Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Сондай-ақ пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауат сәлемін, рахым, берекелерін тілейміз. Сондай-ақ оның ізінен ерген сахабаларға және де одан кейінгі қиямет күніне дейін жақсылықпен ерген ізбасарларына. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, Аллах Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Рамазан айындағы құлшылықтар, ниеттер, намаздар, барлық құлшылықтарға Алла Тағаланың қабыл етуін тілейміз. Сондай-ақ осы айдың түндері мен күндіздерінің ішіндегі салиқалы құлдарына қандай жақсылықтар әзірлеген болса, амалдан, сөзден, ғибадаттан, Алла Тағала біздерді де сол нәрселерден махрұм қалдырмасын. Біз сіздермен пайғамбарымыздың өмір баяны атты дәрістеміз. Саллаллаху алейхи вассалам өткенде алғашқы уахидің түсуі туралы келіп, сол жерге тоқтаған болатынбыз. Бүгінгі дәрісімізде Алла қаласа осы әуелгі түскен аяттар төңірегінде ең маңызды мағыналарды айтып өту. Нақты осы аяттар түскен болғандықтан Алақ сүресіндегі алғашқы 5 аяты. Сондай-ақ уахидің үзіліс алуы, бұл екінші мәселе. Белгілі бір уақыт Алла Тағаланың даналығы солай қамтыған. Кейін, біраз уақыттан кейін уахидің қайтадан жалғасып, 23 жыл бойы пайғамбарымыз аманатты толық атқарып дүниеден озғанға дейін тоқтамай жалғасуы. Міне, бірінші ең әуелгі пайғамбарымызға түскен аяттар сол Хира үңгірінде дүйсенбі күні Рамазан айында Қадыр түнінде, яғни Рамазан айының соңғы 10 түндерінің ішінде, өзі осы Алақ сүресінен кейін қарасаңыздар, бірден Қадыр түні сүресі тұр. Алақ сүресі алғашқы 5 аяты, жаңағы ең әуелге түскен 5 аяты Құраннан. Содан кейін бірден Ләйләтул Қадыр сүресі тұр да, Қадыр түні деген нәрсе. Не, осы аяттар ең бірінші жаңа Жибрилдің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла Тағаланың әмірімен әкелген уахйы еді. Алла Тағала Шура сүресінде айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ма кана ли башарин ай юкаллимаху Аллаху илля вахян. Ешбір адаммен Алла Тағала сөйлеспейді, тек қана уахи арқылы ғана болмаса. Яғни уахи етеді, көкейіне салады. Ау ми вараи хиджабин. Не перденің артынан дейді. Перденің артынан Раббысы сөйлеседі, мысалы Мұса алейхиссаламмен сөйлескендей. Көрмейді, бірақ Раббысы сөйлеседі. Раббысынан уахиді қабылдайды. Ау юрсилу расуля. Не елші жібереді, яғни Жибрилді. Жибрил уахидің өкілі. Алла Тағала әрдайым пайғамбарларға уахи еткен кезде елші жіберуді қаласа, осы Жибрилді жібереді. Осы Жибрил иннаху лақаулу расулин карим деп Алла Тағала оны айтқандай, сөзсіз бұл ардақты, өте жақсы, өте керемет, өте қадірлі елшінің сөзі ғой дейді. Зи қуатин, ол сондай қуаттың иесі дейді. Нәжім сүресінде де Алла Тағала алламаху шадидул қуа дейді. Оны не бір күш қуаттардың иесі етіп жаралған Жибрил үйретті ғой дейді Құранда. Ол қуаттар, ондай қуатты адамзат танымаған.
Оны шын мәнінде ол Жибрилді өзінің жаратылған бейнесінде 2 мәрте пайғамбарымыз көрген, Алла Тағаланың қалауымен. Қалған уахилерінде адамның бейнесінде келетін. Міне осы Жибрилді жіберу арқылы, елші жіберу арқылы фаюхия биизнихи, сөйтіп Алла Тағала өз рұқсатымен уахи етеді, мә яша, қалаған нәрсесін пайғамбарға, елшіге. Иннаху алийюн, ол Алла Тағала өте биік мәртебелі. Осы уахи келді, Жибрил Алла Тағаланың қалауымен сол Хира үңгіріне келіп, өткендегі оқиға естеріңізде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 3 мәрте қысылғаны туралы. Сол ана жүрек, пайғамбардың жүрегі осы Құран үшін жаралған, құрмет жамағат. Әуелгі кезде аятқа қарасаңыздар, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, иқра, оқы деп Жибрил оған бұйрықты берген кезде, пайғамбарымыз өзіндегі қабілеттердің негізінде айтты. О кісідегі қабілеттерде қандай еді? О кісі оқи алмайды. О кісі жазу білмеген. О кісі сызу сызбаған. О кісі кітап оқымаған. Алла Тағаланың қалаған нәрсесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы Құран түсірілгенге дейін ешбір кітапты оқуына жол бермеді Алла Тағала. Қараңыздар. Ешқандай, сол кездегі ешқандай кітап, ешқандай бір жазба, бір сөздерді қараңыз. Ақындардың өлеңдеріне дейін оқылмаған. Сол замандағы ақындардың өлең жырларына дейін оқылмаған. Ойлаңыз. Қараңыз қандай нәрсе? Ешқандай кітап оқуын. Тіпті сол кезде де кешегі Уарақа ибн Науфалды білесіздер, ол кісі Інжілден оқып жүрген еді. Естеріңізде ме? Хадиша анамыз алып келген кезде қасына сол Інжілден оқып, бір қажетті нәрселерін жазып жүрген еді. Інжіл мен Тәуретті де оқуына жол бермеген Алла Тағала, ешқандай кітаптың нұсқасын. Осылай 40 жасқа дейін осылай алып келді Хира үңгіріне. Ешқандай кітап оқымаған. Міне сол ақиқатты, дүниедегі сол ақиқатын сөйледі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мен оқу білмеймін ғой дейді. Бірақ түсінікті болу үшін мәселеге назар аударсақ, Алла Тағаланың құдіреті деген нәрсе ол шексіз. Мысал ретінде Имранның әйелі Мариям анамыздың анасы. Сол кісілердің мысалын келтіріп кетсек, Али Имран сүресінде Алла Тағала айтады: аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва исқалат имраату Имрана. Сол бір кез Имранның әйелі айтқан еді, яғни Раббысына сондай бір серт беріп атқан еді, сондай бір дұға тілек жасап атқан еді. Инни назарту лака ма фи батни мухарраран. Көптен бері бала болмағаннан кейін Алла Тағалаға нәзір етеді: Раббым, тек бір баланы көтеруді нәсіп етсең маған. Міне күйеуім, екеуміздің жағдайымыз болмай жатыр. Сенің құдіретің шексіз, біз сенің құдіретіңе сенеміз. Бізге сондай бір бала нәсіп етсең, бір ұл бала нәсіп етсең бізге, деген тілегі болады да. Мен соны дейді, тек 9 ай көтеріп ана болсам жеткілікті. Мен босана сала, оны бірден сол сенің қызметіңе, мешіттің қызметіне бере салам дейді, болды. Одан кейін мен сұрамайым дейді о баланы. Тек осы нәрсені маған нәсіп етсең деп, сөйтіп назарту лака ма фи батни мухарраран деген сол. Мухаррар деген саған ғана азат болды, сенікі толық. Сен толығымен ғибадат осы Ақса мешітінің, осы Қудс қаласының қызметіне пайдаланасың. Не өстіп серт береді? Иннака антас самиул алим. Раббым, сен естушісің ғой, сен білушісің ғой, менің дұғамды естіп тұрсың ғой, жағдайымды біліп тұрсың ғой деген дұғалар жасалады. Сосын енді қараңыз, ол ұл бала туады деп ойлады. Фаламма вадауатха, сөйтіп ол оны туған кезде, босанған кезде, қолат робби инни вадауатуға унса. Раббым, мынау қыз болып шықты ғой, сертімді қайтып орындаймын енді. Қыз бала мешітке, жаңағы неге, діннің жолында көмектесе алмайды ғой. Сонда Алла Тағала айтады: Валлаху а'ламу бима вадат. Алла біледі ғой оның не туғанын дейді, қараңыз. Валайса закару кал унса. Алла Тағала, ол ер адам ұл бала қыздай болмайды ғой дейді, екеуі бірдей емес дейді. Яғни Алла Тағала біледі ғой оның
не туғанын. Мына жерде Алла тағала біледі ғой оның оқи алмайтынын. Біледі ғой пайғамбарымыздың оқи алмайтынын. Ол өзі ғой оны оқи алмайтын қылған. Осы Құранға дейін. Анкабут сүресінде Алла тағала айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва ма кунта татлу мин qablihi min kitabin." Сен бұған дейін кітап оқымаған едің дейді. "Вала тахуттуху бияминик." Сен оң қолыңмен сызу сызып жазу да жазбаған едің дейді. Мен жол берген жоқпын дейді бұған. Мен сенің осындай оқи алмайтын, жаза алмайтын болуыңды қаладым дейді. Өйткені мен үлкен бір мұғжизаны көрсетуді қаладым дейді Алла тағала. Оқи алмайтын адамның ертең не сөйлейтінін да өзіңіз ойлаңыз. Ол сөйлегенде, ол сол кездегі заманның арабтарын таңғалдыратын ғана нәрсе сөйлеген жоқ Меккедегі. Ол қияметке дейін ғылым, күніге неше түрлі ғылым ашылып жатқан болса, соның кез келген нәрсесін сөйлеп беретін нәрселерді сөйлейді ол әлі. Көрдіңіз ғой. Сондықтан сен оқи алмадың дейді. Бірінші мақсатын қараңыздар, Алла тағаланың мұғжизаны қалай қорғауы. Сен бұған дейін кітап оқымадың, сен оң қолыңмен жазу сызу сызбадың. Егер де сен кітап оқи алатын болғаныңда, егер де біз саған бала кезіңнен кітап оқи алатын қылып, жазу сыза алатындай қылып, сосын сен Құранды сөйлегенде, ана осы Құранды жоққа шығарғысы кеп, пайғамбарлықты жоққа шығарғысы кеп жүрген адамдар сәтті бір істау болар еді дейді өздеріне. Бұл Тәурат оқыған ғой, біз көргенбіз бұны. Бұл өзі осындай өлең жырларды көп оқыған, арабтың дастандарын мықты білген деген сөздерді әкеп, сөйтіп адамдардың санасын былықтырып жіберетін еді дейді. Біз соған жолын кесіп ұстадық дейді. Қияметке дейін ешкім сөйлей алмайды енді. Бітті. Қияметке дейін ол кісі оқу білмеген да. Сонда Алла тағаланың құдіреті, құрметті жамағат, кешегі Закарияда Алла тағаладан бала сұрайды: "Я Алла, маған салиқалы ұрпақ берші" деп. Құдіретіне адам сеніп, сосын сұрайды. Сосын Алла тағала сүйіншілеген кезде қараңыз халі қандай болады. Сол кезде біз: "Ей Закария, біз сені сүйіншілейміз Яхиямен" деген кезде: "Қола Робби анна якуну ли ғуламун." Қараңыз енді, жаңа сұрады ғой өзі. Құдіретіне сенеді адам. Бірақ қарапайымдылықты қараңыз: "Раббым, менде бала қайдан болсын?" Сүйіншіден кейінгі сөзі. Сүйіншіленіп қойылды, сенде Яхия болады деп та. Сонда менде бала қайдан болады? Менің әйелім бедеу, қартайған. Өзімде кәріліктің әбден шегінен асқан жасына жеттім дейді енді. Яғни ұрпақ өндіруде үміт үзілген жасқа жеттім деп жатыр да. Сонда Алла тағаланың сөзін қараңыз: "Қола казалика қола роббуга." Ол Раббың сенің солай айтты, болды. Болады деді ма? Солай айтты. "Ваху алейя хаййинун" деп айтты дейді. Қараңыз. Ол Яхияны саған сыйлай салу, ол маған оп-оңай деп айтты дейді. Міне қараңыз, Алла тағаланың құдіреті қандай. Сосын мысал келтіреді: "Вақад халақтука мин қаблу." Ей Закария, мен сені де бұрын жаратқан кезіңде, сені де бұрын жаратқан едім. Ләм таку шайя, сен жоқ едің ғой дейді. Сен түк болмаған едің ғой дейді да. Сол секілді бұл жолда Яхияны жарату ол түк емес дейді маған. Сондықтан Алла тағаланың жаңағы бол деген бұйрығы бола қалады. Мариям анамыз да солай сөйледі: "Я Робби, анна якуну ли валаду ва лам ямсасни башар." Раббым, менде бала қайдан болады? Маған ешкім жақындамады да ғой деп жатыр. "Ва лам аку бағия" дейді Мариям сүресі. Мен жаман жолдағы адам да емеспін ғой, Раббым, мынау не нәрсе мынау? "Қалат казалики хуа алейя хайюн." Раббың солай айтты, бұл іс маған жеңіл, ей Мариям. "Линаджалаха аятан." Сенің құрсағында бол деген бұйрығымен Иса пайда болады. Сосын сол Исаны аят қылам дейді мен адамдарға көрсетіп. Құдіретімнің белгісі ретінде. Мүмкін адамдар соған қарап иман келтіріп кетер күллесі. Мұғжиза. "Ва рахматан минна." Және өз қасымыздан адамдар тез иман келтірсін. Енді керекше бір мұғжиза қылып соны жасамақшымыз. Бесікте сөйлетейін деп тұр ғой Алла тағала. Бесікте сөйлей бастайды да, өзіңіз ойлаңыз. "Ва юкаллимун" жаңағы наса фил махди ва кахла. Бесікте сөйлейтін еді дейді. "Инни Абдулла" деп сөйлеген бесікте бірден. "Мен Алланың құлымын, атани ал китаба." Алла тағала маған Інжілді берді деп сөйлеп кеткен. Ойлаңыз, біз осындай мұғжиза қылуды қаладық дейді. Сенің салиқалығың, сені кішкентай күнінен анау анаңның сертін қабылдап, Ақса мешітінде өсірдік сені.
Закарияға тапсырып, сені сондай таза қылып тәрбиеледік дейді да, осы Исаның анасы болуға лайықты болу үшін. Бұл нәрселердің барлығында Алла Тағала не деді? Бұл іс маған жеңіл. Вақад кана амран мақдия. Бұл шешіліп қойылған іс. Көрдіңіз бе? Сол секілді мына жерде де пайғамбарымыз салсам енді танысып жатыр ғой, Жибрилмен Алла деген ұғым, шын мәніндегі құдіреті, көрдіңіз бе? Үлкен істерге. Сонда мен оқи алмаймын деген кезде, ол Алла Тағалаға қиын емес. Алла біледі оны оқи алмайтынын. Оны өзі сондай оқи алмайтын қылып жасаған. Жаңағы қиямет күніне дейін ешкім Құранға, пайғамбарлыққа қарсы дау жасай алмас үшін. Екіншіден, пайғамбарымыз жеке өзіне қатысты енді құдіреті. Иқра, сен тек бисми робби деп айтсаң болды дейді. Раббымның атымен деші, жазыла қалады қазір Құран жүрегіңе. Иқра, бисми роббикаллази халақа. Оқы, жаратқан Раббыңның атымен. Әуелгі кезде жаңа аят түскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ана жауапкершілікті өте қатты. Жауапкершілік деген нәрсе ең маңызды нәрсе ғой. Адамның өмірінде бір іс тапсырылса, сен жауапкершілікті көтерілу керексің. Сонда сол жауапкершілікті көтеріп, жауапкершіліктің құрамына мына нәрсе де кіреді деп ойлады ол кісі. Яғни Жибрил оқып жатқан кезде қалыспай оқып жаттап алуға тырысу. Сонда Алла Тағала ол нәрсені қаламады одан. Сонда Ал-Қияма сүресінде Алла Тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ла тухаррик бихи лисанака литағжала бихи. Ей пайғамбар, Жибрил келіп саған Құранды оқып жатқан кезде сен тіліңді жарысып қозғалтпа дейді. Тілің жұмыс істемей қойсын дейді мүлде. Инна алейна жамаху ва Құрана. Мына құдіретті қараңыздар, мына мұғжизаны қараңыздар. Ол Құранды дейді сенің жүрегіңе жинап жазып тастау, ол менің міндетім дейді. Қараңыз Алла не деп жатыр. Мына Құранды жүрегіңе жинап, жүрегіңе жазып тастау, ешқашан ұмыта алмайтындай. Сануқриука фала танса дейді. Саббихисма роббикал аъла деген сүреде біз саған оқып тұрамыз, сен ұмытпайсың дейді. Илля маша Алла. Тек Алла өзі қалаған бір нәрсені ұмыттыруды қаласа, ол үкімді алып тастап, мысалы қадір түнін айтайын деп тұрған кезімде бір-екі мұсылмандар келіп тағдыр туралы таласып қалған кезде Алла Тағала сол оқиғаның себебі несімен ұмыттырып жіберді деді ғой. Көрдіңіз бе қандай нәрселер? Сонда Алла қалаған нәрсе ұмытылады. Тек сол нәрсе болмаса, сен еш нәрсені ұмытпайсың дейді өзіңнің жүрегіңе. Өйткені оны жүрегіңе жазамыз дейді біз Құранда. Сонда мына жерде қараңыз, пайғамбарымыздың жүрегі осы Құран жазылу үшін жаралған жүрек болып тұр ғой. Өз өмірді қараңыз да. Бұл Құраннан басқаныкі емес бұл жүрек. Осыны әкет жасап отыр Алла Тағала. Сол себептен Ахзаб сүресінде айтады: "Ва ма кана Мухаммадун аба ахадим мир риджаликум." Ол Мұхаммед сендердің іштеріндегі еркек кіндіктердің ешбір еркектің әкесі емес еді дейді. Ешбір ер адамның әкесі емес еді. Валакин Расулалла, бірақ ол Алланың елшісі. Осы жерден түсіне беріңіздер. Алланың елшісі деген сөз, құрметті жамағат, ол Алланыкі. Ол Алланыкі. Хатаман набиин, және күллі пайғамбарлардың мөрін аяқтады. Болды. Ва кана Аллаху бикулли шайин алима. Осылайша Аллах Тағала күллі нәрсені біледі. Сол білімімен істеп жатыр дейді бұл нәрсенің барлығын. Міне, сонда осы жүрекке кеп жаңағы нәрсе қонады. Ол Құранда жүрегіңе жазып ұмытылмайтындай жинап тастау менің міндетім дейді. Бірінші. Екінші, оны қатесіз, әдемі, мәнерлі оқи алуым, ол да менің міндетім дейді. Инна алейна жамаху ва Құрана деп жатыр да. Сен тек Жибрил оқылып жатқан кезде Тоха сүресінде айтқандай фатаал Аллахул маликул хақ. Ол хақ патша Алла Тағала, мәртебесі өте жоғары оның. Сол мәртебесі жоғары Алла Тағаладан хақтан осы уақиды Жибрил саған әкеліп жатқанда: "Вала таъжал бил Құрани мин қобли ай юқда илейка вахюху." Жибрил саған уақиды етіп жатқан кезде сол уақи толық аяқталмайынша, мысалы бір сүрені уақи етіп жатыр, не бір аяттарды уақи етіп жатыр, сол уақия аяқталып бітпейінше асығыстық жасама дейді. Өзің әрекет жасама. Ол біздің міндетіміз дейді, сенің жүрегіңе құю оны.
бекіту, жазу, сақтау. Сен тек қана «Құр Робби зидни илма» деп айт дейді. Міне қараңыздар, Раббым білімімді арттыршы деп айт дейді. Болды. Сонда кейін жаңағы аяттарды жазып тастайды жүрекке, пайғамбарымыз жүрегіне жазып тастайды. Ол «Фаиза қарақнаху фаттаби Құр'ана». Жибрил оқып атқан кезде сен тек лесіп тұр дейді жүрегіңмен. Құлағың, санаң болды. Сондай пайғамбар саллаллаху өзі айтқандай, маған келетін уахилардың дейді ең ауыры мына үлкен қоңыраулардың даңғылындай келетін дейді. Маған ең ауыр уахидің ең ауыр түрі сол еді дейді. Ол уахиды Жибрил келген кезде пайғамбарымыз толық жаңағы уахидің ықпалында қалады да, толық ықпалында қалады. Фаюфсаму анни, жаңағы мен толығымен уахи жаңағы ықпалға кетем дейді. Болды. Сөйтіп жаңағы Жибрил уахи етеді. Сол күн суық болған күндердің өзінде маңдайынан тер ағып ататын дейді жаңағы уахидің кезінде. Күн деген суық, пайғамбарымыздың маңдайынан тер ағып атады дейді. Сосын босатады дейді Жибрил. Күллі нәрсе есімде тұр дейді. Оқыған күллі нәрсе есімде тұр дейді. Міне Алла Тағаланың міндеті, өзімнің міндетім дейді. Бұл сенің жүрегіңе жазу, сенің жүрегіңе оны жаңағы сақтау, сосын сен оны әдемілеп оқуың күллі нәрсесі ол менің міндетім деп жатыр да. Кейін соны салып болғаннан кейін сен түсінбейтін нәрселер болады қазір. Яғни әр нәрсенің өзінің уақытысы бар. Сондайды сүмма алейна баяна. Сосын ана түсінбеген аяттарды, кейбір түсіне алмай тұрған аяттарыңды түсіндіру да ол да менің міндетім дейді. Көрме? Кейін оны жаңа пайғамбарға түсіндіреді, Жибрил арқылы. Сөйтіп пайғамбарымыз адамдарға баяндайды. Міне осы жердегі маңызды нәрсе Алла Тағала оқы деген бұйрықпен түсті. Содан ғұламалардың жаңағы исламға қарасаңыз, дәл ислам діні шақырғандай ешбір дін білімге бұлай шақырмаған. Ол қазіргі заманда мүмкін адам дәлелдеу қиын шығар, бірақ бұрынғы заманның бүйтіп келеді тарихына, өркениеттердің даму тарихтағы кезеңдеріне қарайтын болсаңыз, ислам діні шақырғандай ешбір дін бұлай дінге шақырылмаған. Алла Тағаладан тарапынан түскен ең бірінші аятта қараңыз, не нәрсе? Оқы. Оқы. Білім ал. Сонда ана нәрсені түсінейік біз. Мен оқығанда, жалпы мен осы дүниеде көп оқыдым дейсіз ғой. Көп оқыдым, мен оқымаған кітабым жоқ деген адамдар айтуы мүмкін. Бірақ ең бірінші сен оқығанда кімді тану керексің? Оқы, жаратқан Раббыңның атымен дейді. Ең бірінші жаратушыңды таны дейді бізге, қараңыз. Ең бірінші танитын нәрсең жаратушың. Оны танымасаң өміріңіз аяға кетті деген сөз болды. Ең бірінші кім сені жаратты? Соны тана. Ең бірінші авторыңды таны деп отыр ғой. Сені жаратқан. Хуаллази юсаувирукум фил архами. Сені жатырларда сендерге бейне берген, сендерді жаратқан, құрастырған, жасаған, көз берген, құлақ берген. Кім сені, кім жасады? Сен соны біл дейді бірінші. Міне. Алла Тағала қалай білімді үйретеді да? Міржақып Дулатов ағамыз айтқандай, әуелі үйренетін бір ғылымың өзіңнің мұсылманша дін ғылымың. Қараңыз. Шарттарын исламның кәміл білсең, ақыреттік азық болар шын ғылымың дейді. Келесі үйренетін бір ғылымың өзіңе бек пайдалы тіл білуің дейді. Тіл деген ғылымды айтып жатыр. Дүниеде мысалы біреу архитектор болады, біреу жаңа физик болады, біреу астроном болады. Ол проблема емес. Одан кейін қай білімді оқысаң соны оқы. Өйткені сен ең бірінші сен Аллаңды оқыдың да, сен енді Алланыкі боласың. Сенің күллі мамандығың соған қарай істейді. Ол басқа жаққа істемейді ол. Ол тек пайдаға істейді да. Көрдіңіз бе? Сондықтан бірінші жаратқан Раббыңды оқы деген нәрсе міне. Раббың теңдесі жоқ, жалғыз, серігі жоқ. Өз ойлаңыз. Өзі Құранда балаға түсіндіргендей түсіндіреді. Өйткені христиандар келіп неше түрлі жаңағы сипаттарды шатыстырып қосып жібергеннен кейін, мысалы, Құдайдың баласы бар, тағы да басқа деген нәрселер. Арабтардың да сенім нанымдарында жындармен араластырылып жіберген жерлер бар, жегжат қылып жіберген жерлер бар, періштені Алланың қыздары деп жіберген жерлер бар. Сондықтан бұндай нәрселерді Алла Тағала балаға түсіндіргендей түсіндіреді. Мысалы, Исра сүресінің соңғы аятына қарасаңыз, құл, ей пайғамбар, айт дейді былай. Былай деп айт дейді. Алхамдулиллахи аллази лам яттахизу валада. Айт, барлық мақтау Аллаға, өзіне бала алмаған. Дәріптелу.
Валам якун лаху шарикун фил мульки. Патшалықта оның серігі жоқ. Көрдіңіз ба? Валам якул валийюм миназ-зулли. Ол ешқашан әлсіздік танытпаған, қамқоршы іздемеген дейді. Қарасаңызшы, қандай нәрселер. Ва каббирху такбира. Осылай ұлықта дейді Алла Тағаланы. Алладан басқа тәңір жоқ. Міне, күллі көркем есімдер оған тән, теңдесі жоқ, ұқсасы жоқ, аналығы жоқ. Міне, керек болса тіпті детально айтады, бала жоқ, әлі мәттахоза соқибатан, жары жоқ. Міне, сендерге қалай түсіндірек дейді Алла Тағала. Әбден түсінікті болу үшін сендерге дейді. Жар да алмаған, бала да алмаған. Міне, мұқтажсыз, ешкімге тәуелді емес. Күллі нәрсе оның бол деген сөзімен қараңыз, болаған. Жоқ бол десеге жоғалып кетеді бәрі. Көрдіңіз бе қалай танытады өзін? Осы Раббыңды таны дейді сен бірінші. Раббыңды таны. Сосын сен өзіңді таны дейді екінші бөлім бізде. Алла Тағаланы таныдық. Алхамдулилля, Раббымыз деген нәрсе. Бұл тану, құрмет жамағат, бұл Аллаға деген махаббатты көтереді. Көрдің бе? Теңдесі жоқ болғаннан кейін болды. Басқа нәрсе сізді қызықтырамайды. Ол қызықтырғандай да енді. Басқа нәрсе ол сізді қызықтыру керек бірінші. Бұл Алланы тану деген білімде, ол сенің дүниедегі түпкі мақсатына айналу керек та. Махаббат деген нәрсе болады да. Бізде махаббат деген нәрсе қоғамда жа қыз бен жігіттің арасында шектелген болды. Аллаға деген махаббат деген тақырып бар. Сол Алланы тануың, Алланы сүюге апару керек та. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, тіпті жаңағы Алланы, елшісін жаңағы күллі нәрседен артық сүйе алмайынша сендер толық иман келтіре алмайсыңдар деген сөз. Яғни анда-санда басқа нәрселердікі де болып кете бересіңдер сендер. Алданған, азғырылған кезде деп отыр да. Екінші, холақол инсана мин алақ. Адамды ұйыған қаннан жаратқан. Бізді неден жаралғанымызды көрсетіп отыр да. Сен біріншіден жаратылыссың. Сосын сен күштімін деп ойлап жүрген едің, жаңа Жебірейіл кеп қысқан кезде сен көрдің, сенен де күшті нәрселер бар екен. Көрдіңіз ғой? Ана Жебірейілдің кеп қысуының өзі. Нені білдіреді ол? Адам түседі Раббысының алдында. Түсіз бе? Раббысының алдында түседі. Сол мағынада сен адам баласын ұйыған қаннан жаратқан дейді. Ол сені жасады. Міне осыны біліңіз. Сіз о бастан оның Алла Тағаланың әміріндесіз. Осыны түсіндіріп отыр, адам баласы. Сен Алланың әмірімен дүниеге келгенсің. Сені қанша алдаса да адамдар. Сен Алланың әмірімен дүниеден озасың. Мына дүние сені қанша қызықтырса да, сені қанша мақтаса да адамдар. Көрдіңіз ғой? Сосын сен сон Алланың әмірімен қайтаран алдына қайтып барасың. Қалайсың ба, қаламайсың ба, саған кітабың беріледі. Міне, оң жақтан ба, сол жақтан ба белгісіз. Міне, адам баласы қай жаққа баратыр. Сен оныкісің. Сен оның әміріндегі нәрсесің. Сен осыны біл. Сол нәрседе адам өзін таныса, міне, Алла Тағаласын танығаннан кейін, өзін танығаннан кейін, адамның енді өмірлік дүниедегі мақсаты түзеледі, жолы түзеледі. О біледі, өзінің кім екенін, Алланың кім. Қараңыз. Мұқтажсызға жалынады. Әлсіз күштіге қарай шығады. Атан есімдерін көріңіз ғой, қауиюн, ол күшті, мен әлсізбін. Оның құдіреті күллі нәрсеге жетеді. Менің қолымнан келе бермейді, тек ол келтірген нәрсе ғана болмаса. Оның білімі күллі нәрсені қамтыған, а менде ол үйреткеннен басқа білім жоқ. Мен мұқтажбын. Мен ауа жоқ болса ауаға мұқтаж болып қалам да. Мен тамақ болмаған кезде тамаққа мұқтаж болып қалам. Мен қарным ашып қалам. Міне, су болмаған кезде мен шөлдеймін. Көріңіз ғой. Ол ризықтандырушы, ол бай. Сен кедейсің. Сен бай болсаң да сенде түк жоқ. Сенде түк жоқ. Соны білу керекпіз да. Сен бай болсаң да, өйткені ол саған оның бергені тек емтиханнан өткізу үшін не істеді екен мынау деп. Қалаған күн алып қояды оны. Немесе сен одан бұрын әкетеді да, оны артыңдағыларға мұра салады, болды. Сонымен бітеді ол нәрсе. Адамның Раббысын танығаннан кейін өзін тануы деген нәрсе да. Осы нәрсе Алла мен құлдың арасындағы мәмілені дұрыстайды. Дұрыс мәміле болады да. Сөйтіп бірінші білім осы нәрсені қамтиды екен. Иқра деген бұйрықты қараңыздар. Бірінші аятта қайталанды. Оқы, жаратқан Раббыңның атымен, яғни Алла Тағаланы таны. Одан кейін холақал инсана мин алақ, адамды ұйыған қаннан жаратқан, өзіңді таны.
кім екенін таны сен. Үшінші айтады, оқы дейді қайтадан, иқра. Білімді ары қарай оқы дейді. Өйткені бағана пайғамбарымызға не деді? Тоха сүресінде, «Құр рабби зидни илма». Раббым, маған білімімді арттыршы. Білімімді арттыршы деген сөз, құрметті жамағат. Білім оқыған кезде, адам мысалы кітап, хадис, аяттар оқыған кезде мынандай нәрсе бар. Біз соны ажыратып алу керекпіз. Не мағлұмат артып жатыр, не ұғыну артып жатыр. Ұғыну деген нәрсені жаңағы фиқ дейді. Фиқ деген нәрсе, мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, «Хиярукум фил жахилия, хиярукум фил ислам, иза фақуху». Исламға дейін қоғамның ішінде адамгершілік тұрғысынан ең жақсы болғандарың, исламға келгеннен кейін де ең жақсыларың болып кетеді дейді, автоматты түрде. Қараңыз. Егер де ұғынғандардан болса дейді. Ұғыну деген нәрсені қосты. Сіз ғой, ұғыну. Түйсік деген нәрсе. Адамда білім болуы мүмкін, бірақ түйсік жоқ та. Біреу математик болуы мүмкін, бірақ әке-шешесінің тілін алмауы мүмкін. Физик болуы мүмкін, керемет. Нобелевский премияға жетуі мүмкін, бірақ туысқанымен араласпайды. Ұғыну жоқ та. Қандай нәрсе. Соқтан ұғыну деген нәрсеге қараңыздар. Хадис оқып жатсың, аят оқып жатсың, кітап оқып жатсың. Мағлұмат артып жатыр ма бойда? Немесе мен ұғынып жатырмын өзі. Соқтан жаңағы аятта Раббым білімімді арттыршы деген сөз. Раббым мен не алып жатқанымды ұғындыршы маған. Мен білейінші не алып жатқанымды. Өйткені одан кейінгі аятқа қараңыздар, Алла Тағала нені айтады? «Валақад ахидна иля адама мин қаблу». Біз адамнан о баста серт алған едік дейді. Адамға не үйретті? «Алламахул адама әл-асма куллака». Бақара сүресінде білесіздер, адамға күллі нәрсенің атауын білімді үйретіп тастады дейді. Сондай білімді үйретті, періштелерде болмады ол білім. Қараңыз. Бірақ олар Алланың қадірін ұғынғандар. Алланың қадір қасиетін ұғынғандарда, оларға адамға сәжде жаса деген кезде төгіле салған сәждеге. Қараңыз, олар тексермейді Алланы. Олар білет кімнен келіп жатыр бұйрықта. Тексермейді, сөз оздырмайды. Міне. Ва исқила лил малаикати исжуду. Періштелерге сәжде қылыңдар адамға деген кезде фасажаду дейді барлығы. Илля иблиса, тек иблис қана тікірейіп тұрып қалды. Неге? Өйткені ол да жинаған білімді, бірақ ол мағлұмат. Ол ұғынбады кімдікі екенін әлі. Көрдіңіз ба? Осындай нәрсе болып қалуы да мүмкін екен да білімнің соңында. Ибн Масуд радиаллаху анху айтқандай, «Лайсал илму би касрати ривая». Білім дегеніміз ол сенің көп кітаптарды, риваяттарды білуіңнен емес дейді. Онымен өлшенбейді дейді. Ол мағлұмат. Ол мағлұмат. Көрдіңіз ба? Сонда не білім дегенде? «Валакиннал илма биттақуа». Бірақ білім дегеніміз тақуалықпен ғана өлшенеді дейді. Яғни ұғынуың, қадір қасиетін, Алла Тағаланы қастерлеуімен ғана өлшенеді дейді. Көрдіңіз ғой қандай нәрсе? Сондықтан жаңағы адамды айтады, «Ей пайғамбар, сен менің білімімді, ұғынуымды арттыр» деп сұрап тілеп тұр, уақи келген сайын. Сосын ойлама, білім деген нәрсе, мысалы, жауапкершілігі жоқ нәрсе деп. Біз осы саған дейін адамнан бұрын серт алғанбыз дейді. Білім бергеннен кейін түгелін үйретіп, «Ей адам, ана ағашқа жақындама, басқасын ала бер» деген. Біз оған үйреттік. Алла Тағала бұйырады, тыяды. Ең басты білімнің негізі осы екен да, Раббың бұйырады, тыяды. Егер бұл емтиханнан өте алатын болса, онда альхамдулилля деген сөз екен ол. Ұғыну бар деген сөз екен да. Сонда адамды айтады, біз одан серт алдық, фанасия, бірден ұмытып кетті дейді, ана жәннаттың ішіне қоя берілген кезде. Өйткені бағанаға тікірейіп сәжде жасамаған азғырулар жасады, осы дүниеде біздерге азғыру жасайтындай. Фанасия, валам нажид лаху азма. Қараңыздар, Алла не деп отыр? Адам ұмытып кетті сертін, білімді ұмытып кетті, ұғынбапты. Сөйтіп, біз оны табанды таба алмадық дейді. Қараңыз, табанды таба алмадық Аллаға деген жаңағы бұйрықты орындауда, адалдықта. Не сол адалдық бұзылып кеткен кезде әділетсіздік деген нәрсе пайда болады. Көріңіз ғой, өзіңіздегі білімге әділетсіздік жасайсыз деген сөз да. Олай болса, немен өлшейміз? Жақсы, Алланы таныдық, өзімді таныдым. Енді арғарай да білім оқып, білімнің дұрыс кетіп баратқандығы, ұғынуым дұрыс жұмыс жасап атқан, немен өлшей алам десе, Алла Тағала айтады, міне,
бір аятты айтам, осыны түсінсең болды деп отыр. Не? Оқы, біліміңді арттыр. Біліміңнің артып атқанын мынау арқылы түсін дейді. Ва раббукал акрам, Раббың сенің ең ардақты, ең жақсы, ең керемет. Яғни Құран мен сүннетті үйренген сайын, білім алып үйренген сайын, тағы да басқа дүниеви пәндерде бір нәрсені оқып атасыз, Алла тағаламен байланыстырып құдіретін. Әрдайым сен білім алған сайын, Раббым не деген керемет едің, Раббым не деген керемет едің, Раббым не деген керемет едің деп акрамға қарай жұмыс істейді. Сенің жүрегіңде осы кету керек дейді. Егер бұл болмаса, мысалы біз үйлендік, сосын әр жетіріп бір-бірімізбен айқайласып, ғайбат айтып жатсақ, біз Алланы қадірлеп жатқан жоқпыз ғой. Білім деген не? Сен күннен күнге Алланы қадірлей берсең, әрбір хадисіңнен кейін қадірлеу пайда болса, қастерлеу пайда болса, соны айтады екен білімнің артып атқанын деп. Ал егерде ол болмаса, оны мағлұмат артып атыр дейді да, Алла тағала кітап иелерін мысалға келтіргендей, мысал айтады. Аллазина хуммилут таурата, мәсәлу аллазина хуммилут таурата, өздеріне тәурат жүктеліп, сүмәләм яхмилуха, сосын ол тәуретті көтер алмағандар. Ол мағлұмат қой құр. Кәмәсәлил химари яхмилу асфара дейді. Қараңыз, ол бір есектің мысалы сияқты үстіне бәленбай кітаптарды артып алған дейді. Егер де ғыну болмаса, онда бізде мағлұмат болады құр. А мағлұмат деген нәрсе қияметте көп сұраласың деген сөз. Қанша мағлұмат жинадың, әр мағлұматтан сұрап алады деген сөз Алла тағала. Сондықтан мағлұмат көбейтуге асықпаңыз, ол керек емес. Соны айтып отыр, адамнан біз серт алған едік. Сен білімімді арттыр дегенде пайғамбар түсін. Сен ұғын, не үйреніп атқанында да, кім алдында жауаптысың сен? Әлемдердің Раббысы. Міне сол Аллах тағала өте жомарт, өте керемет. Акрам, карим деген сөздің көп қолданылатыны, мысалы бізде жақсы деген сөз бар ғой. Мысалы біреуге айтамыз біз, мысалы жақсы адам дейміз да. Тағы бір жақсылықтар жасап атады ол кісі, жақсы адам дейміз. Соны бір жақсы деген сөзіңіз жетпей тұрған сияқты болады да, бір толыққанды беретін бір мағына бар ма деп ойлаймыз ғой. Соны карим деп атайды араб тілінде. Керемет деп айтасың. Түсінсіз бе? Біздегі сөз осыдан алынған өзі. Сонда Алла тағаланы атағала айтады. Ва раббукал акрам, Раббың өте керемет. Өте жақсы ол. Сен соны ұмытпа дейді. Сен соның тәрбиесінде бол деп атыр ғой. Ойлаңыз енді. Өте керемет. Акрам деген каримнің жаңағы асырмалы шырайы. Ең жақсының, ең кереметтің құлы қандай болу керек? Жақсы болу керек, керемет болу керек та. Сондықтан қараңыздар, жаңа Жибрил келді үңгірге, пайғамбар саллаллаху. Екі жаратылыс тұр. Екеуін де Алла тағала Құранда Жибрилді де иннаху лақаулу расулин карим. Жибрилді айтты, расулун карим деп атады Алла тағала. Қараңыз. Өте жақсы елші деді. Періштелерден таңдалған. Пайғамбарымызды да айтады. Міне, иннаху лақаулу расулин карим дейді. Яғни Хаққа сүресінде. Өте жақсы елші дейді адамдардан. Екі жақсы елші кездесті ғой. Қараңыз қандай құбылыс болды қадір түні. Екі жақсы жаратылыс кездесті да. Екеуі тек қана Алланы сөйлейді. Сіз ба? Алланың кітабын ғана сөйлейді екеуінің арасында. Тіпті Рамазан айында да пайғамбарымыз саллаллаху Жибрил әрбір Рамазанда келеді екен. Фи кулли лейлатин дейді. Әр түні келеді. Міне қазір мысалы ақшам болғаннан кейін Жибрил келеді пайғамбарымыз саллаллаху заманында. Пайғамбарымыз саллаллаху келеді да, яғраду алейхил Құраны. Пайғамбарымыз жаңағы, біз енді кітапта ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху Құран жүрегінде ғой. Жүрегіндегі Құранды толық оқып шығады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху Жибрилге. Түгелін өткізіп шығады дейді. Яғраду алейхил Құраны. Бұхари мен Муслим деген хадисті өзіңіз ойлаңыз. Құранды көрдіңіз ба? Екеуін кездестіріп тұрған нәрседе Құран. Осы мағынаны түсініңіздер да. Алланың алдындағы, Алла үшін байланысқан келсе, ұстаз бен шәкірт бола ма, дос пен бауыр бола ма, жаңағыдай мысалы еркек пен әйел бола ма, ең жақсы үшін жақсы мен жақсы болып байланысу керексің да. Сонда мына екі ара, аураға шайтан кіре алмайды.
мына аурада оған жол жоқ. Ал енді егер біз жаман болып жүрсек, мысалы айтайық, дұрыс жаңа бойұсынбай Алла тағалаға, дұрыс айтқан нәрселерін істемей, біздің арамызға шайтан көп кіретін болады. Сонымен жаңағындай қателіктер көп жасалатын болады да. Міне сол Аллах тағала Аллази аллама бил қалам дейді. Не? Алғашқы 5 аяттың ішінде осыны қалады. Ол адам баласын қаламмен үйреткен дейді. Қаламмен үйреткен. Мына қалам деген нәрсенің өзі бір керемет нәрсе. Жаңағы кейбір аяттарда Алла тағаланың ең әуелгі жаратқан нәрсесі осы қалам дейді. Жаңа көктер мен жерді 50 мың жыл жаратардан бұрын Алла тағала лаухул махфузға жазып тастаған дейді осы қалам арқылы күллі болатын нәрсені. Мына Исра оқиғасы болған кезде Миғражда Жибрил ары қарай өте алмаймын деген кезде 7-ші қабат аспан құзырына барған кезде Сидраның қасында. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху Сумма руфи'ту иля мустава, сосын мені бір деңгейге қарай көтерді дейді. Фасами'ту сурифал ақлам дейді. Қаламның сықырлап атқан дауысын естідім дейді. Қараңыз. Қалам. Күллі әлем атаған қаламмен жазылған күллі тағдырлар, күллі нәрсе. Екі періште қазір. Әр қайсымыздың екі жағымызда жүр. Жазып атыр. Әркімнің өзінің қаламы бар. Күллісі жазып атыр да. Сол секілді ғұламаларға да, білім жолындағыларға да осы қаламмен, мысалы Құран жазды, тағысы сахабалар осы Құранды көшірді ғой, қаламмен, сүйекке көшірді, теріге көшірді, яғни жазды. Қалам. Сол Алла тағала қалай білімге қаламды маңызды компонент қылып қойды, содан бері адам осы қаламдан ажырамайды ғой. Адам қаламнан артық нәрсе шығарамайды бәрібір білімде. Соны қайталаймыз біз. Сондай-ақ инна аувала байти удиға линнаси лаллази би Бакка. Жер бетінде ең әуелгі тұрғызылған мешіт Алланың үйі деп аталады, мысалы айтайық. Ең әуелгі мешіт осы Меккедегі мешіт қой дейді. 4 бұрышты. Кім үй салса да, кім қандай құрылыс жасаса да, бәрібір сол тік 4 бұрышпен квадраттан алысқа бармаймыз біз. Раббымыз үйреткен. Міне, Алла тағаланың үйретіп қойған нәрсесі бәрі. Күллісін ол үйреткен. Нәждеде сол қаламмен үйреткен дейді. Нені деген кезде адамға білмеген нәрселерін үйреткен. Білмеген нәрселеріңді үйреткен дейді. Сондықтан кімде-кім білімге қызығушылық танытамын дейтін болса, мысалы білім іздеймін, жаңағы осындай пайдалы білім іздеймін дейтін болса, Алла тағала оқу деген мына жақта бұйрықты берді. Онда сен оқу керексің. Одан кейін сенің қасыңда қалам болу керек дейді. Бұл жаңағы білім іздейтін адамдар үшін. Осы екі құрал сенің қасыңда болу керек дейді. Өйткені алғашқы 5 аяттың ішіне осы құралдарды салып жіберді Алла тағала. Сосын оқыған кезіңде ең бірінші Раббыңды таны дейді. Көрдіңіз ғой? Раббыңды таны дейді да бірінші. Сондықтан дүние тани, кез келген дүнияуи пән, кез келген дүнияуи пән Алла тағаласымен байланыстырылатын болса, керемет жетістіктер болады. Авторын білмей жатыр адамдар. Көрдіңіз ба? Астрономия өзінің жаратушысымен байланыстырылмай жатыр. Эмбриология өзінің жаратушысымен байланыстырылмай жатыр. Неше түрлі ғылымдар бар да? Физика, анатомия. Алла тағала темірді сөйлемеп пе? Алла тағала мысты сөйлемеп пе? Алла тағала жұлдызды сөйлемеп пе? Күнді сөйлемеп пе мысалы? Сөйлемеген нәрсесі жоқ. Анатомия. Еш нәрсе өзінің жаратушысымен байланыса алмай жатқаннан кейін адамдарда проблема көп болып жатыр. Міне, береке сол жақтан шықпайды. Береке қашан жұғады? Иқра бисми роббика деген шарт орындалса, оқы, Раббыңның атымен сені жаратқан. Осыны мойындау керек. Өстіп осы аяттар түскеннен кейін Айша анамыздың айтуы бойынша пайғамбарымыз салсам үйге үйіне қарай барып, қорқып, ол кісіні орап, бүркеп. Сосын біраз уақыттан кейін пайғамбарымыз салсам жаңа уахидың әсері, ықпалы, қорқыныш үрейі қайтқаннан кейін пайғамбарымыз салсамға содан біраз күндер өте бастайды. Фатара ал-уахию дейді. Айша анамыз айтады, сүмә фатара ал-уахию, сосын уахи үзіліс алды дейді. Бұл Алла тағаланың бір даналығы. Үзіліс алды. Пайғамбарымыз салсам кешегі көрген нәрсені өзің ойлаңыз. Оған қандай нәрсе таныс болды? Жибрил. Ана Жибрилдің келіп, оқы, жаратқан Раббыңның атымен деген бағана айттық қой біз. Алланы тану деген махаббат билейді деп жүректі. Сіз ба? Мына махаббат жүрекке кіргеннен кейін, мына дүние керек болмай қалды ғой пайғамбарымыз салсам.
кәдімгідей сондай нәрсе болған да. Өйткені Айша анамыз айтады, «Сүмма вафатар ал-вахи фатратан». Вахи біраз үзіліс алды. Вахазина Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам хузнан. Аллахтың елшісі сондай қиналды дейді, сондай қайғы уайымға түсіп кетті дейді. Келмей жатыр ғой вахи. Енді адам ойлайды ғой, тағы ертең келіп қалатын шығар мүмкін. Тағы келіп қалады, уақыт өтіп баратыр, келмей жатыр, уақыт өтіп баратыр, келмей жатыр. Сосын ғұламалар айтады, ана кешегі сөз ішінде ойлануы мүмкін дейді пайғамбарымыз. Варақа ибн Науфал айтты ғой, тағы я лайтани жазаған, шіркін-ай, мен сол кезде жас болсам, тірі болсам еді, изюхриджука қаумука, сені қауымың шығарып жіберген күні деген кезде пайғамбарымыз не деді? Ава мухриджияхум, сонда олар мені шығарып жібере ма деді. Сол сөздің өзін адам ойлайды ғой. Біз мысалы ойлаймыз ғой, бағана бірдеңкені артық айтып қойған жоқпын ба, бірдеңкені жаңағыдай бір нетіп қойған жоқпын ба, дұрыс істемедім ба, дұрыс түсінбей қалдым ба дегендей нәрселер. Сол сөзде анау аманатқа, мысалы аманатқа лайықсыз болып, қараңыз, тастап қойылдым ба деген ойлар болады. Оны Алла Тағала Духа сүресімен шешеді. Духа сүресіне қарасаңыздар, ва духа, сәске уақытымен ант етемін дейді Алла Тағала. Ва лейли иза сажа, түнмен жым-жырт тыныштық орнаған кезде түнгі барлығы ұйықтап жатыр. Сонда айтады, мә уаддағака роббука ва ма қала. Раббың сені тастап қоймады, әм сені жек көрмеді де дейді. Өйткені мына екі сөз не үшін айтылып жатыр? Дәл осы екі сезім болған пайғамбарымыз саласында. Мен тастап қойдым екен, жарамай қалдым ба мен? Егер мен бұған жарамай қалсам, онда мен не керек мына өмірге деген нәрсеге дейін бар. Айша анамыз қазір келтіреді ол хадисті. Сонда тастап қоймады сені Раббың. Сені жек көрмеді де, бірақ Алланың қалап атқаны осылай. Уахидың үзіл салуын қалады. Міне қара, «Валал ахирату хойру лака минал ула». Ей пайғамбар, ақырет сен үшін дүниеден қайырлы. Мен саған ақыретті қаладым, дүниені емес деп отыр. Қараңыз, осы Алланың сізге қалаған, сіз де өзіңізге қалай аласыз ба? Осы жерді қараңыз сіз. Ақырет сен үшін қайырлы мына дүниеден дейді. Вала сауфа юътика роббука фатарда. Саған соңыра Раббың береді жарылқауын, дәрежесін, мәртебесін. Сондай риза боласың сен дейді. Сонда мына жерге қараңыздар, қалай сені Раббың тастап қойсын, ол сені сәби күніңнен бастап тастамаған. Қараңыздар аятқа, әлем яжидка ятимен, сені жетім күйде тауып пана бермеді ма? Қараңыз, атасының қасына, ағатайының қасына, одан кейін Абу Толибтің мысалы, жетім күйде сені тастамаған ол. Ол сені сол кезде қамқорлығында болғансың оның. Одан кейін қараңыздар, ваваджадака доллян, сені тура жолсыз тауып, міне, фахада, Жибрилді кеп жүрегіне Құранды түсірмеді ма? Тура жол, хақ, танытпады ма? Ваваджадака айлан, сені сондай кедей түрде тауып, фағна, байытпады ма? Хадиша анамызға үйленуінің өзі, күллісі Алланың жоспары еді да. Күллі нәрсе. Міне сол кезде, сол жағдайларда уақи түспей тұрып, дүниелік істердің өзінде сені тастамаған Аллаң бүгін сені дінмен іс бастап атқанда тастай ма дейді. Сондықтан сені жетім күйде біз саған жақсылық жасағандықтан да пайғамбар, сен жетімге ешқашан зекіп сөйлеуші болма дейді. Жақсылығың сол болсын қайтарған дейді маған. Сондай-ақ, мен сені кедейліктен, кедей күйде тауып байыттым, енді қасыңа бір міскін пақыр кеп бірдеңке сұраса, қума дейді оны. Сосын мен саған тура жолды бердім. Алла деген ұғымды жүрегіне міне салдық. Иман деген мәселелер хақты. Енді сен Раббыңның саған берген тура жол деп аталатын нығметін сөйле дейді күллі жерде. Шүкірлігің осы болсын дейді. Міне сондықтан жаңа пайғамбарымыз сасам уақи үзіліс салған кезде қатты қайғырды. Қатты қайғырды да, жаңағы Айша анамыз айтады, кейде тау тараптарға кетіп қалады дейді. Енді әлі белгісіз ғой, не Жибрил келмейді, не келмейді. Енді жүрек билеп жатыр. Жүрек билеп жатыр, тауға, әр жерге, далаға, алысқа, беймәлім бір жергелерге кетіп, қашып кеткісі келеді тұрады дейді. Мағына, өмірдегі мағына, өмірге деген мағына жоқ та. Өйткені Алла деген, жаңағы уақи деген ұғым келді.
Бұны дұрыс түсіну үшін, құрметті жамағат, махаббат деген сезім бар бізде. Құлдың Алланы сүю деген нәрсесі лайықты деңгейде жұмыс істемегеннен кейін оны пайғамбарлар түсінеді бірінші орында қандай екенін, сосын сахабалар оны мықты білген бұны, Аллаға деген махаббатты. Ал енді көпшілік орталарда қанша мұсылман болсақ та Аллаға деген махаббат бір сондай керемет әлі өзінің несіне жете қойған жоқ. Содан кейін де түсінбеуіміз мүмкін мұны. Бірақ мен сіздерге адам мен адам арасындағы махаббат арқылы түсіндіруге тырысайын. Ол бұл жерге теңеу емес, ол әрине жағымсыз мысал. Жаңағы сол не оқиғаға байланысты. Мысалы, бір жігіт бір қыз баланы жақсы көрді. Жүрегі кетті қызға. Содан үйде не әке-шешесімен сөйлеспейді. Тамақ ішкісі келмейді. Телефонда жаңағыны звондай ма екен, звондамай ма екен, қараңыз. Күйге адамның, қараңыз, ер адамды қандай әлсіз күйге апару мүмкін? Қандай күйге дейін апару мүмкін да? Егер адам өзінің сезімін билей алмаса, мен не болды деп билей алмасақ, қараңыз бізбен не істейді? Сіз ол жаңағы қыз бала бір алыстағы ауылда тұратын болса да, сіз ондай ауылға ешқашан анаңыз жұмсағанда бармағансыз да. Ал жаңағы қыз сол жақта тұратын кезде сіз солай барғансыз о жаққа. Анау үйіне дейін қасында бүйтіп тұрып, сол үйдің қасындағы өсіп тұрған ағаш қандай жаман қисық ағаш болса да, сол ағаш сізге ең сүйкімді ағаш болады. Сол жердегі ана бір жүріп, үріп жүрген ит, сондай сүйкімді ит болып көрінеді ол саған. Көрдіңіз бе? Өйткені ол сенің сүйген жаңағы неңнің жанында жүр да, мысалы. Сол анау шықса, одан бірдеңе келсе, ол керемет нәрсе. Егер одан бір сізге қарай бір күлкі сыйланса оған, ол үйіне барады да, үйіне келген кезде анасын, ана мен сізді жақсы көремін деп құшақтайды. Ол ешқашан құшақтамаған, бірақ ол анасын жақсы көріп тұрған жоқ ол. Көрді? Ол ана жүрегіне оған не жетті да жаңағы жақтан. Осындай нәрсе, махаббат деген нәрсе, егер өзіңді бойы билей алмаса, жаңағы бұның жағымсыз жақтары да бар. Әрине жағымды жағы ол Алланың сыйлаған махаббат. Өзі Рум сүресінде айтқандай, «Ва жағала бәйнәкум маваддатан ва рахма», ерден әйелін жараттық та арасына махаббат пен рахымдылықты салып берген мен дейді негізі. Міне ол өзінің орнында болса, өйткені махаббат деген нәрсе не? Шындап келген кезде махаббат деген некеден кейін басталады, некеге дейін емес ол. Некеден кейін сүйесің ба, сен оны қиналған кезде қинала аласың, қуанышына қуана аласың, түсіне аласың, түсінесіз бе? Өзара жәрдемдесу, өзара түсіне аласу, өзара көмектесе алу, ол қателескен кезде қателігін кешіре салу, көрдіңіз бе? Ол басқа нәрсе ол. Анау деген нәрсе ол. Ол жаңағы ғашықтық, ескететін нәрселер болады. Сондықтан сондай Ләйлі мен Мәжнүн деген жаңағы оқиғаны білесіздер ғой. Не үшін жаңағы жігіттің аты Мәжнүн болды? Өйткені есі кетіп қалды да. Есі кетті. Дәл менде ес жоқ дегендей жаңағыдай. Сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ана Алла тағалаға деген махаббат, ол құрметті жамағат, осы өмірдегі ең маңызды нәрсе өзі. Адам өзі сол үшін жаралған негізі. Көрдіңіз бе? Алланы күллі нәрседен артық сүйе білу да. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Раббысын сүйді. Аллаға деген махаббат ол, көрдіңіз бе? Тура жол басталды, жарықтар келді, сосын үзіліп қалды. Үзіліс болып кетті сосын. Неге? Қателік менен кетті ма? Мен жаман болдым ба? Егер мен жарамаған болсам, онда мен не керекпін? Егер бір Раббыма керек болмасам, онда не керекпін мен? Қараңыз. Қандай нәрсе сезімдер билеп жатыр да? Егер Раббымның алдында мен жарамасам, онда мына адамдардың маған сөйлеген нәрсесі не керек? Осы нәрсе биледі оның жүрегінде. Сондай дәрежеде биледі ол. Сол кезде қатты қиналған кезінде дейді, Жибрил көріне қалып көзіне, ана әбден емдеу үшін, ана нұрды, көрдіңіз бе, қазір бір нұр кемесе, егер Алла Тағала тарапынан бір нұр кемесе, Жибрилде бір дауыс кемесе, мүмкін емес ана нәрсені емдеу. Сонда Жибрил, ятабаддалаху Жибрил дейді Айшанамыз. Жибрил қасына келе қалады да, иннака расулуллахи хаққан, сөзсіз сен Аллахтың елшісісің. Шәк жоқ деген кезде, жүрек деген нәрсе жаңағы дауысты естігенде өзіңіз ойлаңыз. Жүрек тынышталады дейді. Қараңыздар. Яскуну лаху жашу, ona қобалжыған, жаңағы қиналған мазасыздығы дейді, тыныштық табады дейді. Ваяқиру лаху нафсуху, жаны сондай тыныштыққа, қуанышқа бөленеді да, фаяржу, үйіне қайтып келеді дейді. Көрдіңіз бе? Осылайша
тағы біраз уақыт Алла Тағала уахида жаңағы үзіп ұстап тұрады. Тағы бір пайдасы, құрметті жамағат. Біз асыққыш, адам баласы асығыш жаралған. Мысалы, кейде сіз бір істі істеп бастайсыз да, бұның нәтижесін жақында, тез арада болуын қалайсыз. Алла Тағала оның біраздан кейін болуын қалайды сізге. Сол кезде ол біледі сізге қайсы қайырлы екен. Сіз ойлайсыз, мынау маған қайырлы деп. Сонда мына асығыс деген нәрсе Алла Тағала көрсетеді. Сен өз қалауыңдағыдай, жаңағыдай болма. Сен Алланың қалауына қарай тәуекел ет. Мен қалайым деген нәрсені адамның бойынан әкетеді. Көрдіңіз бе қандай? Уахи келмей жатыр. Көрдіңіз бе? Сіздің қалауыңызбен емес. Алла Тағала көрсетті. Жибрил өз қалауымен түспейді. Пайғамбар емес, уахиді жасайтын өзіне қарай. Осыны көрсетті. Қиямет күніне дейін ешкім уахи деген, Құранға деген нәрсені жолына зиян келтіре алмас үшін, күмән себе алмас үшін. Пайғамбар шақыра алмайды уахиді. Түсіндіңіз бе? Пайғамбардың қолындағы нәрсе емес ол. Ол Алланың ісі. Қараңыз қандай нәрсе көрсетіліп жатыр. Екіншіден, Жибрил Алланың рұқсатынсыз келмейді. Ол пайғамбарды жақсы көреді, бірақ Алла жоғары тұрады. Қараңыз қандай нәрсе. Сонда кейін жаңағы пайғамбарымыз Жибрилге айтады ғой. Жибрилді қатты жақсы көреді. Жибрилдің әрдайым көп келе беруін қалайды. Мысалы, өйткені жақсы Жибрил келе берген сайын Алланың рахымының жақын екені, тәлім тәрбиемен қоршалып тұратыны өте үлкен ғой пайдасы. Сонда айтады: "Ма ямнаука алла тазуруна аксара мимма тазуруна". Ей Жибрил, неге аз зиярат етесің мені дейді. Неге бұдан да көбірек зиярат етсең болмай ма? Не саған кедергі жасайтын дейді да. Сонда Мариям сүресіндегі аяттар түседі. Жибрил соны оқиды. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ма натаназзалу илля би амри раббика. Раббыңның әмірімен ғана болмаса, біз өздігімізден түспейміз. Ей Мұхаммед, қараңыз. Лахума байна айдина. Ол бізді осы тапсырмаға жұмсаған кезде, біз тапсырмаға кетіп баратқан кезде алдымызда қамқорлығын алып тұрады дейді. Сондай-ақ біздің артымыздан қамқорлықпен қорғап тұрады дейді. Қараңыз. Осы екі арадағы уама байна залика, күллі нәрсе оның қамқорлығында дейді. Күллі іс. Уама кана раббука насия. Раббың сенің ешқашан ұмытпайды дейді. Жаңағы үзіліп қалды деген үзілістер, бұның барлығы Алланың даналығымен да. Алла Тағаланың даналығымен болып отқан нәрсе. Сол уахидың жаңағы үзіліп салуының өзінде, ертең әлі Құрайыштар қазір тисе қойған жоқ, бірақ Алла біледі олардың ертең тиісетінін. Оны Уарақа ибн Науфалдың сөзінен де естіді ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ертең сені қауымың қуып шығатын күні деді. Сен секілді келген адамға міндетті түрде дұшпандық жасалған дейді. Сонда сол қиыншылықтардың кезінде жәрдем келмей қалса, сосын сахабалары қасына келіп, не болып кетті өзі, не істейміз деген нәрселерді сұрақ берсе, мына емтиханнан өтпеген адам қайтып жауап береді оларға ертең. Соқтан Алла Тағала өзінен бастап тәрбиеледі. Сен сабырлы бол, сен ұстамды бол, сен Аллаға, Алланың ісіне сен. Яғни сондай бір қалаған нәрсенің уақыты ұзақ созылып баратса, бірден тастап кетті деп үміт үзу деген нәрселер болып қалмасын. Сіз мысалы биыл қаладыңыз қажылыққа, биыл болмай қалды ол. Ақша жинадыңыз, тағы бірдеңке, ана жақта біреу ауырды, бір туысқаныңыз ауырып қалды, оған жұмсап кеттіңіз, тағы жетпей қалды, тағы нетпей қалды. Алла Тағала сізді 5 жылдан кейін баруыңызды қалаған. Әрекеттер, әрбір нәрседе сіз біліңіз. Міне, хайырлы, сіз үшін жақсы нәрсені Алла біледі. Осыған жүректі тоқтату керек. Сендерге бір нәрсе ұнамас дейді. Бірақ ол сендер үшін хайырлы дейді. Мүмкін бір нәрсені сүйерсіңдер дейді. Бірақ ол сендерге зиян дейді. Аллах біледі, ал сендер білмейсіңдер. Сол білгеннен кейін ол білетін істейді саған. Сен үшін қайсысы жақсы, сол нәрсені істейді да.
Сондықтан уахидың кезінде, құрметті, үзілген кезде осыны білейік. Аллаға деген махаббат биледі да жүректі. Ол қатты күтуде, ол қатты күтуде. Бірақ пайғамбарымыз ертең қандай бұйрықтар келетінін әлі білмейді. Бірақ сол бұйрықтарға Алла көрсетті. Аллаға деген махаббат ол бірінші орында тұратын нәрсе болу керек, құрметті жамағат. Сонда уахидың үзіліс алған кезіндегі пайғамбарымыздың жүрегіне қонған сезімдер осы аяттардан кейін, осы оқиғалардан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдардікі емес, Алланыкі. Өзіңіз көрдіңіз, адамдар керек болмай қалды. Алланыкі, адамдардікі емес. Адамдарға тек Алланың бұйрығын жеткізеді. Және оларға қайырымды, мейірімді, ол жомарттық еш нәрсе аямайды ол адамдардан. Мәселе ол адамдармен байланбайды. Сіз бе? Ол адамдар үшін жақсылықты, Алланың сөзін жеткізуші адам. Ол Алланыкі, осы нәрсені түсініп алу керек. Алланыкі ол. Екінші, ол дүниенікі емес, ол ақыреттікі. Жаңа Духа сүресінде көрдіңіз ғой, не деді? Ақырет сен үшін қайырлы дейді бұл дүниеден. Бұл жерде не жатыр? Сен дүниенікі емессің, біттісің, бітті дейді. Өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі айтып жатыр. Ласту минад дуния. Мен дүниеден емеспін дейді. Қараңыз. Уалайсат минни. Дүниеде менен емес дейді. Екеуміз мүлде қосылмаймыз дейді ешқашан. Қараңыз қандай адамды? Иннама ана ва саату. Қараңыздар. Буғисту настабиқо. Мен және қиямет сағаты жарысып кеттік дейді. Бірге кеттік дейді. Бірге кеттік дейді. Қараңыздар қандай нәрсе. Сонда өзі жаңа бір несінде айтқандай, мынандай екі саусағын көрсетіп айтады ғой. Иннама буғисту ана ва саату кахатайни. Мен және қиямет сағаты мына екеуі сияқты жіберілдік дейді. Мына қашықтықты көрсетіп жатыр да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жаңағы шыққан, жіберілген уақыты, мынау жаңағы қиямет сағаты деген нәрсе. Мен оның алдынан Саба сүресінде Алла Тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ин хуа илля назирун лакум байна ядай азабин шадид. Міне, үлкен азап келмей тұрып, қияметтің азабы келмей тұрып, қияметтің соққысы келмей тұрып, содан бұрын алдын ала жіберілген ескертушімін дейді мен. Ескертуші. Мынау келе жатыр артында. Пайғамбарымыз бұрын жіберіп жатыр да Алла рахымы. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Сені күллі адамзаттарда рахым, солардың барлығына рахым етіп қана жібердік дейді. Дереу ескертіп үлгеріп алып, жауап бергендеріңді қуандырып үлгеруің үшін ескертілгендер жаңағы егер жауап бермесе, сол азапқа жолығып қалады дейді. Міне, мен дүниеден емеспін дейді. Менің ісім осы қияметпен бірге дейді. Екеуміз бірге жіберілдік деп жатыр ғой. Бір хадисінде айтады: "Буғисту ана ва саату ва ин кадат литасбиқуна." Қиямет сағат екеуміз бірге жіберілдік дейді. Менен озғалы тұр дейді. Қарашы, менен озғалы тұр дейді. Енді түсіне беріңіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хира үңгіріне түскендегі нәрсе, құрметті жамағат, тек қана пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өзінің ғана тұлғасын жақсы деген мағынамен ғана шектеліп қалу үшін емес. Ол қияметтен бұрын келіп жатқан хабар. Ол Алланың елшісі, Алланың елшісі деген сөз көрдіңіз ғой. Ол Алланыкі, адамдардікі емес ол. Ол ақыреттікі, ол дүниенікі емес. Осы нәрсе жаңағы үзіліс болған кезде, уақи үзіліс алған кезде осы нәрсесі жүрегіне кіріп жатыр. Сосын үшінші нәрсе, Алла Тағала тек қана осы Құранды сөйлеуін қалағаннан кейін, Анғам сүресінде Алла Тағала айтады, түсінікті болу үшін: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Кул ла аттабиғу ахваакум. Айт күллі адамдарға: мен сендердің көңіл қалауларыңа, ойларыңа ермеймін. Қаңыз қандай азаттық. Алланыкі деген сөз түсініп тұрсыз ғой. Егер сендердікіне елетін болсам дейді, қараңыз қалай айтады: долалту изан. Онда адастым ғой дейді. Қараңыз. Ума ана минал мухтадин. Бітті, мен тура жолда емеспін дейді. Болды. Мен сендердікіне ермеймін дейді ешқашан. Ин аттабиғу илля ма юха илейя. Маған уахи етілген нәрсеге ғана ерем дейді. Міне қараңыз. Сондықтан қандай қағида тұр бұл жерде? Ол көңіл қалауларынікі емес адамдардың. Ол уахидікі болды. Нәжім сүресінде де Алла Тағала соны басып айтты: "Ва ма янтиқу анил хава." Ол пайғамбар көңіл қалауынан сөйлемейді. Ин хуа илля вахюн юха. Оның сөйлеп жатқаны тек қана оған уахи етіліп жатқан, уахи ғана. Уахи деген бедел, құрметті жамағат.
Алланың сөзі ғой. Алла Тағаланың сөзі. Міне осылайша пайғамбар саллаллаху жүрегіне Құрандар, Құран аяттары өстіп түсіп, жазылып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху қазір болды. Ол Алланың елшісі болуға дейін кіріседі. Қазір жақында осы түсініктердің бәрі жүрегіне егілгеннен кейін, Алла Тағала осы нәрсенің барлығын шегелегеннен кейін, жүрегіне тәрбиелегеннен кейін, енді қазір үлкен жауапкершілікке дейін деп жатыр. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху айтады, уахи үзіліс алғаннан кейін мен Хира үңгіріне тағы да барып тұратынмын дейді. Күтеді ғой енді. Хира үңгіріне барам, жауарту фи хираин, Хира үңгірінде біраз сол жақта болам дейді. Фәләммә қадайту живари, ихтикаф сияқты нәрсе ғой. Сол жаққа барады да оңашалады, бірнеше күндер жүреді. Сол бірнеше күндік немді аяқтаған кезде Хира үңгірінен сөйтіп хабатту таудан төмен қарай түстім. Жаңағы вастамбаттул алвадия дейді. Сай үйіне қарай, Меккеге қарай кетіп баратқан сайдың ортасына келген кезім еді дейді. Жүріп келе жатқам дейді өстіп. Фасамиғту саутан минас самаи. Сөйтіп аспаннан бір дауысты естідім дейді. Фарафаъту басари қибалас самаи. Жоғары қарай көзімді көтердім дейді. Бір риwayatта айтады, жоғары қарай көтерерден бұрын назарту амами, алдыма қарадым дейді. Ва хулфи, артыма қарадым. Ан ямини, оң жағыма, ан шимали, сол жағыма. Сосын жағаға жоғары қарай көзімді көтерген кезде фаизал малаку аллази жаани би хираин. Сол періштені көрдім ғой, маған Хира үңгірінде келген, өз бейнесінде ғой. Ана аршы тақта әкеп, көк пен жердің арасына тақты қойып, сол тақтың үстінде отырғанын көрдім дейді. Жибрил. Содан фаджуисту, қорқып, хавайту илал арди, жерге құладым дейді. Сосын тұра сала қайтадан үйге жүгірдім дейді. Сонымен Хадишаға қарай анамызға келдім да, фадассируни, мені бүркеңдер, фасобу алайя маан баридан, үстіме салқын су құйыңдар, бүркеңдер деп сөйтіп жатып қалған кезім еді. Содан жаңа Жибрил адам бейнесінде пайғамбарымыздың көрпенің астында жатқан жеріне келеді. Сол кездегі Әл-Муддассир деген сүре, құрметті жамағат. Сол көрпенің астында жатқан кезімде Жибрил келді дейді. Міне енді қараңыздар. Я айюхал муддассир, ей бүркенуші, бұйрық келді. Пайғамбарымыз саллаллаху өмірі, құрметті жамағат. Кейде біз ойлаймыз ғой, Алла Тағала сүйікті құлдарына береді екен, Алла Тағала сүйікті құлдарына сөйтеді екен деп өзімізді кейбір көп еркелететін жерлеріміз де болады біздің. Негізі Алланың таңдауы не үшін таңдайды десеңіз, Алла Тағала тік тұрғызу үшін таңдайды екен. Болды. Не қараңыз? Я айюхал муддассир, ей бүркенуші. Мен сөйленіп жатыр ғой. Сол халде пайғамбарымыз көрпенің астында жатыр. Үстіме көрпе жабасыңдаршы дейміз ғой мысалы. Сол үстіме көрпе жабыңдаршы деді. Көрпе жауып тастады ол кісінің үстіне. Сол көрпе жауып тастаған кезде, ей көрпені жабылушы деп жатыр. Естисіз? Ашылады ғой көрпе. Сол жерде Атала көрпеден бастады. Сенің көрпемен қатысың жоқ дейді, енді бітті. Міне не үшін таңдалдың сен? Не үшін сен баған Алла Тағала күллі нәрседен артық болды саған? Не үшін сен дүниені кімесің, ақыреттіксің? Не үшін сен адамдардың көңіл қалауларына кімес, уахидіксің? Не үшін сен адамдарды кімес, Алланыксың? Міне, ей бүркенуші, қум, бұйрықты қараңыздар. Кешегі бұйрық оқы деп еді, білім. Білім не үшін? Білім екінші бұйрықтар тұр дейді, қараңыздар. Не үшін таңдайды екен Алла Тағала? Не үшін сүйеді екен? Не үшін артық сүйеді екен? Тұр деп айту үшін. Сенің енді көрпемен байланысың жоқ. Тұр. Фәәнзир. Тұр да ескерт адамдарға. Міне қиямет сағаты ескертілу керек. Осы бұйрықтарға қарасаңыз, қум фәәнзир. Тұр да ескерт дейді. Ескерту. Ескерту деген нәрсенің өзін, құрметті жамағат, ойлаңыз. Біз шындап келген кезде, жаңа пайғамбарымыз салсамда айттық қой. Пайғамбарымыз жіберілген кезде тек қана осы Құранды оқу үшін жіберілген жоқ бізге. Пайғамбарымыз жіберілгенде мен қиямет сағатымен бірге жіберілдім дейді. Қараңыз қандай нәрсе.
Пайғамбарымыз жіберілген кезде өзі бір хадисінде айтқандай, факайфа анғаму, қайтып мен рахаттанайын, қайтып маза табайын, қайтып жүрегім тынышталсын. Ва сохибул корни, ана сұрға үрлеуші періште, қадилта қамал қарна дейді, сұрда аузына тіреп алып қойды дейді. Сөйтіп мен кеттім, жіберілді, пайғамбарымыз салсам болды. Ол ұстап тұр, пайғамбарымыз жіберілді. Қараңыз. Фахана жафхатаху. Осылайша ол басын көтеріп дейді, асқа самаху. Исрафил періште құлағы тыныштық сақтап, Алланың бұйрығын күтіп тұр дейді. Қараңыздар. Мәтә юнфаху фаянфуху. Үрле деген бұйрық айтылған бетте үрлеп кетейін деп тұр дейді. Міне осы уақытты қараңыз. Осы нәрсе ескерді адамдарға. Адамдардың өмірі заяға кетіп жатыр, ескерді. Табынған нәрселердің барлығы мүсін, бұттар, неше түрлі нәрселер, Алла Тағала мүлде өмірлерінде жоқ. Істеп жатқан істерінің барлығы. Пайғамбар салсам, Меккеде өз өмір сүргеннен кейін Меккенің күллі жағдайы белгілі болып тұр ғой кісіге. Қандай адамдардың жаңағы 360 пұт Қағбаның қасында тұр, мысалы. Әрбір үйде пұт бар. Адамдар сондай дәрежеге дейін мүсінге көңілдері жаңағы әбден үйреніп кеткен, түйсік те жоқ, ештеңке жоқ болды. Адамдар өздері сол кездегі адамдардың бір айтады, біз бір тасты аламыз дейді бүйтіп. Сол тасты аламыз, тасты, кәдімгі тасты бүйтіп айналып жүретінбіз дейді. Сондай дәрежеге дейін болғанбыз дейді. Қазір қарасақ күлеміз дейді. Қараңыз, кезіндегі адамдар айтып жатыр, сахабалар мысалы. Біз егер тасты ала алмасақ дейді, біз мынандай бір балшықты алып былай илеп, сосын бір жаңағы ешкінің несіне бүйтіп сауғызып, жаңағыны жапсырып, сосын сол нәрсені де табынып айналып жүре беретінбіз дейді біз. Мына қараңғылық деген нәрсе, құрметті жамағат, шын өте үлкен дәрежеде болған екен қараңғылық. Енді мүсін, одан кейін жаңа біреулер кетіп баратады, қыз бала дүниеге келеді, қыз баланы апарып ана жаққа тірідей көме салады. Әйелдермен талақ деген нәрсенің шегі жоқ. Талақты миллион рет айтқан шығар, ол бәрібір қасында жүр. Әйелдер бәлденбай әйел нете береді. Күнәлар, қырғын, кісі өлтіру деген нәрселер. Қарап тұрсаңыз енді жәннатқа қарай апаратқан, көрме тозақтан құтқарып тұрған ештеңке жоқ. Күллісі заяға кеткен өмір болды. Қараңғылық, толық қараңғылық. Білім тұрғысынан да қараңғылық. Ғибадат тұрғысынан да қараңғылық. Қарым-қатынастар тұрғысынан да қараңғылық. Міне, күллі нәрседе қараңғылық. Соқтан Алла Тағала қараңғылықтар деп атады бұның бәрін. Зулумат деп атайды Құранда. Ал мына Құранның бастайтын жолын нұр деп атайды. Нұр, Құранды нұр деп атайды. Көрме? Ескерт, пайғамбар оларға. Ескерт деген нәрседе өзі пәрмен жатыр. Не, қалай айтады оны? Қалай сіз Алла Тағала Роббун деген сөзге назар аударыңыздар. Бағанағы Иқрода да Алла Тағала Раббыңның есімімен деді ғой. Алланың есімімен деген жоқ. Раббыңның есімімен деді. Өйткені Роббун деген сөз тәрбиеші деген мағынаны береді, құрметті жамағат. Сені мен тәрбиеледім деп отыр да пайғамбар салсамға. Мен саған бұйырамын, соны істейсің деп отыр. Міне, тұр, ескерт, сен мендіксің. Менің сөзімді сөйлейсің оларға. Сен сөйлеген нәрселердің ең біріншісі «Вароббака факаббир». Раббыңды ұлықта дейді. Раббыңды ұлықта дейді сен. Афиф Әл-Кинди деген жаңағы бір сахаби радиаллаху анху сол айтады, мен исламға келгенге дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи елшілік әлі түспеген еді дейді. Халыққа барып уағыз айту насихаты әлі түспеген кез еді. Мен сол бір кез Меккеге сауда сапарымен кеп қалдым да, Аббас деген жаңағы пайғамбарымыздың көкесі, ағасының бауыры ғой, Аббас ибн Абдул-Мутталиб. Сол Аббастың үйіне қонақ болып түстім дейді. Айында Аббас ибн Абдул-Мутталиб. Сосын екеуміз Қабаның қасына келіп отырған кезімізде қарап қалдық. Бір кезде бір жігіт келді дейді. Бір жігіт келді де Қабаға, күн, жаңа кісінің айтуынша, күн шығып, сосын дұха уақыты бар ғой, жаңағы сәске уақытына көтерілген кезет дейді. Жаңағы жігіт келді де күнге бүйтіп назарын бір қарады. Баған дұха сүресін біліп жатсыздар ғой, дұхамен ант етіп жатқан Алла Тағаланың көңіліне, жүрегіне тыныштық бергені сәске уақыт. Сол Қабаның қасына келіп, жаңағы қиямға тұрды дейді. Сосын бір кезде қасынан
Али радиаллаху анху келді дейді. Жаңа оны Али деп айтып отқан жоқ өзі. Қасына бір жас бала келді, 10 жастағы бір бала. Сол келіп оң жағынан тұра қалды да, көп ұзамай арт жағынан бір әйел кісі келді дейді. Сосын үшеуі сол жерде қиямда тұрды, сосын руку жасады, сосын қайтадан көтерілді, сосын сәжде жасады. Сосын мынау не деген, не нәрсе мынау деп. Ол кезде адамдар біз ойлайтынбыз дейді, ана ханиф деген нәрселер болды ғой енді, Ибрахимнің дінінен қалған рәсімдермен жүргендер. Сондайдың бір түрі шығар деп ойлады да әлі. Міне, сол нәрсе болды да, кейін Аббас маған айтты дейді. Бұның кім екенін білесің ба? Бұл Мұхаммед қой. Менің жаңағы әкемнің бауырымның баласы ғой дейді. Абдулланың баласы марқұм. Соның баласы, қасындағы Али, Аби Толибтің баласы дейді. Анау Хадижа дейді. Әйелі ғой өзінің дейді. Сол кездегі нәрсесіне қарасаңыздар, міне, ана әуелгі кез «Қум фәәнзир ва роббака фәкәббирді» тек қана жаңағы барып Аллаху акбар деген сөзбен ғана етілмейді ғой ол. Өйткені намазда Аллаху акбарды айтамыз біз. Көрдіңіз бе? Сол намаз мәселесінде сол кезде қосылды дейді ол. Көрдіңіз бе? Қосылып күллі нәрсе осы бірінен соң бірігіп атқан кездер ғой. Міне. Соның ең біріншісі жаңа иман келтіргені, оған әлі арнайы толықтырамыз. Жаңа мына риуаятқа байланысты Хадиша анамыз иман келтіреді әйел ретінде. Али радиаллаху анхуды пайғамбарымыз өзінің қасына бағып алғандықтан, Абу Толибтің өмірі кішкене экономикалық жағынан қиын болған кезде ол өзіне қарай алған. Ал Жафарды Алидің әкесін, ағасын Аббастың қолына берген. Нан сен бақ, нан мен бағайын деп алып кеткен өзі. Сол пайғамбарымыз қасында жүргеннен кейін Али радиаллаху анхудың исламға келуі 10 жастағы. Сосын жаңағы Заид ибн Хариса, пайғамбарымыздың азаттық алған қызметшісі, ол келуі. Оған біз арнайы тоқталамыз. Бірақ мына жерде сол Қағбаның қасына келуінің өзі не болып жатыр? Алланы ұлықтап жатыр. Болды ол. Ол адамдардың көңіл қалауына қарамайды. Сосын Алланы ұлықта деген нәрсе, құрметті жамағат. Біз мысалы Аллаху акбар деген кезде біз Алланы ұлықтадық тілмен. Бірақ ол ұлықтау деген нәрсе, сен жүрген жеріндегі мінезің көрсету керек Алланың ұлы екендігі жүрегіңде. Өйткені сен Алланыкісің ғой. Пайғамбарға ол парыз, керемет дәрежеде. Біз енді еркелеп жүрген біреулеріміз ғой, біз әрдайым ондай нәрсені көрсете алмай жүрміз да мысалы. Бірақ негізінде шындап келген кезде таухидтың күші қай жерде десеңіз егер, таухид деген кезде күші қайда десеңіз, адамдардың арасында жүрсің ба? Алланыкі болды. Мінез, қай жерде мінез көрсету керек? Алла ұнайтын мінезді көрсет. Міне Алланы қалай ұлықтайсың да, өзіңе ұнайтын характер керек о жерде. Ол сен өзің дәлелдеп болғансың, болды. Намаз оққаннан кейін қою керек, өмірің заяға кете береді. Сен Алланың ұлы екенін дәлелде. Сенің сөйлеген сөзің Алланың ұлы екенін дәлелдеу керек. Сенің біреудің басынан сипап жатқандағы нәрсеңде Алланың ұлы екендігінен болып жатқан нәрсе де, жетімге беріп жатқан нәрсеңіз, бір бауырының өзін құшақтап жатқан кезде де мысалы айтайық, әрбір ісіңізде, сөзіңізде, мінезіңізде, жүріс-тұрысыңызда Алла ұлы болу керек. Міне Аллаға деген махаббат қандай нәрсе да, Алланыкі деген ұғым қандай да. Міне Раббыңды ұлықта. Сондай-ақ адамдар күллісі жаңағы анау бұтқа мүсінге табынып жатқанда пайғамбар Аллаху акбар дейді Қағбаның қасында мысалы. Барлығы бүйтіп қарайды. Ол көтер Алланың даңқын. Міне көрсін олар кімге құлшылық қылыну керек. Анау не деді? Исра сүресінің соңғы аятында айтады: "Ва каббирху такбира". Оны өте үлкен дәрежеде ұлықта дейді. Мариям сүресінде айтады: "Роббус самавати вал арди ва ма байнахума". Аспандар мен жердің Раббысы және оның екеуінің арасындағының Раббысы. Фа'будху, құлшылық қыл Аллаға. Вастабир ли ибадатихи, оған деген ғибадатта төзімді бол, ей пайғамбар. Хал та'ламу лаху самия. На сөзге қараңыздар, Алланың аттасының жоқ екенін білесің ғой дейді. Қараңыздар, аттасы, заттасы, ұқсасы жоқ, теңдесі жоқ. Ұлықта Алланы. Міне, сол Меккеде сол әуелгі кездегі пайғамбарымыздың жаңа не намаз арқылы, не сөйлеп жүрген сөз арқылы әлі халыққа бір насихат жасайтындай бұйрық кеткен жоқ. Бірақ осы нәрсе арқылы сен өзіңді таныта басты адам ішінде. Сен Алланыкісің. Халық көрсін. Халық көрсін. Міне. Өйткені халық әрдайым біреуді өзінікі қылғысы келеді ғой. Ертең мансап арқылы тартқысы келеді, ақша арқылы әйел беріп тартқысы келеді. Алланыкісің. Алланы ұлықтау деген нәрседе, құрметті жамағат, осы нәрселер жатыр да. Алланың жалғыздығы, Алла тағаланың теңдесі жоқтығы, Алла тағаланың ұлы екендігі, міне. Осы нәрселерді ұлықта адамдарға танытты.
Васиябака фатохир. Мына аяттар, құрметті жамағат, ей бүркенуші тұр дегеннен кейін принциптер кеткен. Мына принциптер үзілсе, әсіресе бұл бүгінгі күндері ислам әлемде ғалымдар үшін де, ұстаздар өте керек. Егер мыналар үзілсе, бітті. Түгел нәрсе құриды, құлдырай береді, болды. Нәжді Тағала ең негізгі принциптерді айтты. Әрбір білім иесі осы принциптерді өз бойында ұстай алмаса, болды ол. Құр не болады, жаңа адамның өмірі ток-шоу болады, құр болды. Көрдіңіз бе? Соқтан екінші нәрсесін қараңыз. Васиябака фатохир. Киіміңді таза ұста дейді. Естеріңізде Жибрил алейхиссалам пайғамбарымызға адам бейнесінде келіп сахабалармен отырған кездегі тап-таза аппақ киімде келгені. Көбі қалай көрсетеді Жибрил арқылы. Келіп пайғамбарымызға сұрақтар қояды, пайғамбарымыз жауап береді, сосын дұрыс айттың дейді оған. Сонда көрсетіп отыр ғана киімнің тазалығы, үстінің тазалығы, шашы қап-қара аппақ сондай. Яғни шаршамаған, шаршаудың бейнесі түрін көріп тұрған жоқпыз бойында дегендей мәселелер. Сонда ана киіміңді тазала деп жатыр да. Киім таза болу керек. Міне, ол да Алланың екеніңді көрсетеді. Сен қоғамдағы адамдарды кім емессің? Саған мода жоқ ол жақта. Сенің модаң Құранда, Алла Тағаланың бұйрығында. Көрдіңіз ба? Сонда киіміңді таза ұста дейді. Киім тап-таза. Киім таза. Киімнің тазалығы екі мағынада көзделеді, құрметті жамағат. Біріншіден бұған нәжіс жұқпау керек, бір. Екіншіден нәжістен басқа нәрседе, мысалы айтайық, мұстахаб жаңағы макрух нәрселер, мына қолтықтың иісі деген нәрселер, мысалы аяқтың иісі деген нәрселер әсіресе мешітке келген кезде вообще шықпау керек ол негізі. Ол деген өзіңнің бауырыңды сыйламау сияқты нәрсе болып қалады. Тіпті пайғамбарымыз салса чеснок харам емес қой, бірақ пайғамбарымызға неге сіз сарымсақты жемейсіз деген кезде ол бір сырында түсіндіріп қалған. Өйткені мен уахи әкелетінмен кездесем ғой, мен білмеймін ғой оның қай уақытта келіп қалатынын дейді. Мен әрдайым дайын тұру керекпін дейді. Сол сияқты құрметті жамағат, киімнің тазалығы деген біріншіден бұл жаңағындай кір нәрселерден, нәжістерден таза болуы. Екіншіден бұл адал кәсіптен болған киім болу керек. Мысалы біреу жарайды, бір мысалы айтайық, пара алып киім сатып алды да. Кім айтады ол табысты адал деп киімі? Мысалы пайғамбарымыз салсам айтады, Закара роджулян, бір кісіні пайғамбарымыз мысалға келтірді дейді бізге. Ютилу сафар, сапар, өте ұзақ сапардан келген, ашығаз, ағбар, сондай шашы юпа-тюпаланған, үсті басы топырақ болған, анан түріне қарасаң енді қиналған адам. Сөйтіп жаңа екі қолын көтеріп, мәдда ядайхи, жаңа екі қолын дұғаға көтеріп сұрай отыр дейді. Раббым, Робби деп отыр дейді да. Осындай адамды көрсеткен ғой пайғамбарымыз салсамға. Соны пайғамбарымыз мысалға келтіріп отыр. Сол Раббым деп жалбарынып отыр дейді ана адам. Сонда пайғамбарымыз айтады, Алла Тағаланың білдіруі арқылы, машробуху харам. Бұның ішіп жүрген нәрсесі харам табыстан келіп отыр дейді. Қараңыз. Ва матағамуху, жеп жүрген тағамы харам табыстан келіп отыр дейді. Ва мәлбәсуху, киімі, үстіндегі киімі де харам табыстан келген дейді. Ва ғузия бил харами, жалпы өзі хараммен өсіп өнген адам бұл дейді. Анна юстажаба лизалика, бұндай адамның дұғасына қалай жауап берілсін дейді. Көрдіңіз ғой? Сондықтан киімнің тазалығы, құрметті, біріншіден кір нәрселерден таза болу, нәжістен, хош иістер деген нәрсен бәрі осы жаққа кетеді. Эстетиканы сөйлеп отыр Алла Тағала. 14 ғасыр бұрын қара. Сенің сыртың кімге шаш берсе, шашын күтсін дейді. Ана сүннеттері бар ғой, қолтықтың жүннен қыру деген нәрселер, ұятты жерден қыру. Мысалына бір хадисінде айтады, Бухариде келген пайғамбарымыз салсам айтады да, лиллахи хаққун аля кулли муслим, әрбір мұсылман міндетті Раббысының алдында дейді, ән яқтасила марратан вахида фи кулли усбуин, әрбір аптада бір мәрте жуынып тұру дейді. Қараңыз. Росаху, шағраху ва жасадаху, денесін және шашын. Әр апта сайын жуынып тұрудың өзі осы аятқа жауап берілу нәрсесі. Тазалық иманның жартысы деген хадисті білесіздер. Міне сол сияқты киімнің тазалығы деген сыртты түзеді. Сөйтіп сырт бүтін болды. Енді Алла Тағала ары қарай келеді. Варружза фахшур. Енді әрбір күні атаулы лас нәрселерді таста дейді. Принциптерді көрдіңіз ғой. Менің тәрбиеме кіретін болсаң дейді Алла Тағала, алғашқы осы нәрселерді беріп отыр ғой. Бұдан өте алмасаң ары қарай сенімен жұмыс істей алмаймыз дейді. Біздерге айтып отқан сөзі. Енді пайғамбарымыз бұның бәрін орындап беріп отқан адам ғой.
Сонда сыртымызды түзеп болғаннан кейін, тазартып болғаннан кейін, енді ана ішкі көңілің жақын болып отқан, көңіліңе жақын лас нәрселер бар ғой дейді. Санаңдағы, жүрегіңдегі күнәлар, сол күнәларды, лас нәрселерді таста дейді. Болды. Мына жерде қандай нәрсені түсіндіреді, құрметті жамағат? Алламен байланысу деген нәрсе жүзеге аса алмайды. Көңіліңді Аллаға байлай алмайсың, көңіліңді мына бір күнәдан ажыратпайынша. Қарас. Ол сондай нәрсе екен өзі. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: «Инна Аллаха тойибун». Сөзсіз Аллах тағала таза. «Ва яқбалу тойиба». Тек тазаны ғана қабыл алады дейді. Олай болса, мен Алламен байланысайын деп тұрған кезімде көңілім тағы бір жаман нәрселерге жақын тұрса, мен байланыса аламын ба, байланса алмаймын? Байланса алмаймын мен. Өйткені мен мына жақ босату керекпін ғой Аллаға. Ол таза ғой, тазаны ғана қабылдайды. А менікі таза болмай тұр, менің көңілім бір күнәларға жақын тұр. Түсінсіз ба? Соқтан атаушы үйретіп жатыр. Сен ана күнәларды, лас нәрселерді таста дейді. Қоғамда қандай жағымсыз нәрселер бар, жаңағыдай мысалы, таста дейді ол нәрселерді. Тәрбие қалай кетіп жатыр? Ішіңді де, сыртыңды да таза қылам дейді. Бақара сүресінде айтқандай: «Инна Аллаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатаххирин». Сөзсіз Аллах тағала тәубашілдерді жақсы көреді дейді. Тәубашілдерді жақсы көреді дейді да. Өйткені тәубашіл деген нәрсені сен көңіліңді күнәдан алыстатып жатсың да. Алыстатып, күресіп ол нәрсеге тәуба жасап, тәубашіл деген жанның тазалығын сөйлейді екен, құрметті жамағат. Тәуба деген жүрген жерде, тәуба жүрген жерде жан таза болады екен да. Жанды тек қана, жүректі тек қана тәубамен ғана жуады екен. Оны мысалына порошокпен немен жуамайсың. Тек қана тәуба жуады екен оны. Ал сыртқы киімдерді оны су, порошок жуа береді, сабын деген нәрселерді. Соқтан бізді Алла тағала тәубашылдарды жақсы көреді дейді. Бірінші орында іші тазаларды жақсы көрем дейді. Вал мутатаххирин. Сосын сыртын тазартқандарды жақсы көрем дейді. Көрдіңіз бе? Екі тазалықты да сөйледі. Қайсысын бұрын сөйледі? Ішкі нәрсені. Өйткені осы ішкі нәрсе ең ауыр нәрсе. Тақуалықтың өзіндегі ең ауыр тақуалықтың түрі бәріміз үшін жалғыз қалғанда тақуа болу. Жалғыз қалғанда тақуа болу. Осы әрбір мұсылманның өмірінің соңына дейін бұл үлкен бір имтихан болып қала береді өзі. Міне Алла тағала сол нәрсеге жәрдем берсін бізге. Келесі принципті айтады: «Валя тамнун тастаксир». Сен міндетсінбе дейді. Қара, міндетсіну деген қасиет сен бойында болмау керек дейді. Міндетсінбе, істеген ісіңді міндет қылма, көп істедім деп айтпа дейді. Мысалы, қоғамдық коллективте болсын, үйдегі балалардың тәрбиесінде болсын, жаңа бір баланы жұмсап жатқан кезде, неге мені жұмсай бересің деген сөзді айтпа дейді сен. Неге мен істей беру керекпін деген сөзді айтпа дейді ешқашан. Сені естімейтін болайық дейді бұл нәрсені Алла тағала. Тастаксир, мен көп істеп қойдым ғой, мен істей берем ба деп міндетсінбе дейді. Міндет деген нәрсе Алла тағалаға шүкірсіздікті білдіретін нәрсе, тәрбиесіздікті білдіретін нәрсе де ол. Көрдіңіз бе? Біріншіден, сен егер бір қабілет бойыңда болса, сен бір жақсылық болса, ол жақсылықты саған берген Алла тағала ғой. Көрдіңіз бе? Ол сол ғой саған сол жақсылықты үйреткен да. Сондықтан сіз міндетсінетін нәрсе, біз міндетсінетін нәрсе жоқ. Көрдіңіз бе? Алла қаласа міндетсінеді әркімге. Иман берген үшін, жаңағы иманды бердім, не істедің деп та. Сондықтан характерлерге, нәрселерге қараңыздар, ұстанымдар қандай ұстанымдар, өте үлкен ұстанымдар беріліп жатыр. Міндетсінбе, көп істеп жатырмын деп айтпа. Дүниенің жақсылығын көздеме дейді мүлде. Көрсі қандай. Манса бізде тағы басқа нәрселер, бұл сенің тірлігің емес дейді. Бұндай істер саған тән емес дейді. Одан кейін ертең болашақта пайғамбарымыз оларға ашық сөйлей бастаған кезде ол жақтан пайғамбарымызға тас тиюі мүмкін. Немесе жаңағы бір нәрсе лақтырып жіберуі мүмкін біреу. Немесе біреу ауыр сөз айтып жіберуі мүмкін. Мысалы, болашақта олар жынды деген сөзді қосатын болды. Әртүрлі жаңағы көріпкел деген сөзді айтатын болды да. Мысалы, біреулер келіп тіпті ұрпақсыз деп те тіл тиіскен да, ол қиын сөздерді. Сол кездердің өзінде сен адам өзін жоғалтып алуы мүмкін да. Қашан жоғалтып алмайды адам өзін, егер Алланікі болса. Соқтан Алла тағала ана нәрсені айтады: «Вали роббика фасбир». Мен үшін сабыр ет дейді. Көрді? Мысалы, мүмкін жайдан жай келді, ол пайғамбарымызға жынды деді. Пайғамбарымыз лайықты емес еді ондай сөзді естуге да. Адам ойлауы да мүмкін, не үшін сен маған үйтіп айтасың, мен лайықты емеспін ғой деп айтуына да болатын сияқты да. Бірақ Алла тағала нені айтып жатыр?
Мен үшін дейді, мен лайықтымын ғой дейді да, мен үшін сабыр етуіңе дейді. Көрдіңіз ғой? Осы нәрсені түсінейік, құрметті жамағат. Раббың үшін сабыр ет. Раббыңмен бірге сабыр ет. Раббың үшін сабыр ет дейді. Әрбір біреудің келіп сөйлеп тиіскен сөзіне бүйтіп қозғала берме. Сабырлы бол. Саған уахи, Құран түсіп жатыр. Құранның мінезі деген нәрселер. Осы айтылған нәрселердің барлығы пайғамбарымыз салсам жүрегі толық дайын. 100% істейді бұны. Түсінесіз ба? Пайғамбарымыз, бірақ неге бұл нәрсені бізге де сөйлеп жатқаны, өйткені сендердің бойларында да осы қасиеттер болмайынша деп жатыр ғой. Жаңағы сендер лайықты деңгейде Алланыкі бола алмайсыңдар деп жатыр бізге. Ықыласты бола алмайсыңдар дейді. Алланы артық сүйем деген нәрселер бола алмайды. Кез келген уақытта бір күні сені бір шаршап қалған кезіңде міндетсініп кетсең, болды, сен таусылдың сол жерде. Сенің сол жерде деңгейің аяқталды. Біреу көп мансап беріп жатқан кезде, біреу көп бір конфет беріп жатқан кезде алып қойып жатсаң, болды, сен Алланыкі емессің да. Соқтан ата көрсетіп жатыр. Істің басында, өйткені мына сөзден кейін ертең ол кісі халыққа шығып сөйлей бастайды. Халыққа шығып Алланың сөзін жеткізген кезде мына принциптер бойында мықты болу керек. Ешкім оны жаңағы сілкей алмайды. Алланыкі да. Не қайталап өтейік. Ей бүркенуші, яғни көрпемен қатысың жоқ сенің. Жаңағы Абу Бакр радиаллаху анху айтқандай, пайғамбарымызға осы құм, тұр деген бұйрық түскеннен дейді, 23 жыл тік тұрды ғой дейді. Мен де қасында еріп бір дұрыс түс көрген емеспін дейді. Қараңыз. Түс көрген емеспін дейді мен. Болды. Қасына ерген күннен бастап сондай болғанда. Бірінші көрпемен қатысы. Көрпе деген нәрсенің беретін нәрсесіне жалқаулық және әлсіздік. Көрпе осы нәрсені егеді екен өз бойға. Көрпені құшақтасаң, мысалы артық ұйқыда болды. Әлсіздік пен жалқаулық жүрекке кіре береді екен. Бұл әлсіздік пен жалқаулық пайғамбарымыз саллаллаху қалай бұл нәрсемен күресті? Пайғамбарымыз саллаллаху таңертең және кешке мына дұғаны қайталайды. Аллахумма инни аузу бика минал ажзи вал касал. Аллах тағала, мен сенен әлсіздіктен және жалқаулықтан сыйынамын. Мына екеуінен сақташы мені деп отыр. Әлсіздік пен жалқаулық бойыңдағы қабілеттің өзін көрсетпейтін болады. Адам өзінің қаншалықты іске жарайтындығын да көре алмайтын болады. Адам қиял мен армандыкі болып кетеді. Соқтан атағала не деді? Ей бүркенуші, тұр, менің тәрбиемдегі адам ұйықтамайды дейді. Тұр, менің тәрбиемдегі адам тік тұрады. Сөйтіп адамдардың арасына менің ескертуімді жеткізеді. Ескертуді жеткізуіне бір Анғам сүресіндегі аятты келтіріп кетсек, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аумен кана майтан, өзіне уахи түскенге дейін, немесе өзіне Алла тағала иман жолына салғанға дейін кез келген мұсылман адам біреу өлі еді дейді. Қараңыз қалай басталайды. Біздің намазға келген күнімізге дейін күніміздің құнын сұрасақ, біз егер біз намаз бастамай тұрып, осы Алла деп ойламай тұрып, жұмаға келмей тұрып, біз өзі бағамыз қандай еді деп Алладан сұрағымыз келсе, Құран бізге айтады, сен өледің дейді. Қараңыз. Біреу өледі дейді. Фахияйнаху. Сосын иман беріп, намазына әкеп біз тірілттік дейді оны. Қараңыз. Фахияйнаху ва жаална лаху нуран. Сосын оған бірте-біртені Құранды оқытып, жаттатып, оған нұр жасап бердік дейді. Не үшін бұл нұр? Не үшін бұл Құран? Ямши бихи финнас. Адамдардың арасында жүруі үшін дейді. Ескертуді көрдіңіз ба? Сондықтан сіз өзіңіздің коллективі жұмыңызда жүрсеңіз де, жаңағыдай мысалы отбасында жүрсеңіз де, қай жерде жүрсеңіз де, исламның құндылықтары, керемет мына құндылықтар мысалы, қай жерде жүрсеңіз де айтылып ату керек ол. Ескертіліп атылу керек. Міне, сөйтіп көрпеден ажырау, ол деген жалқаулық пен әлсіздік сіздің бойыңызда болмау керек екен. Жәннат үшін білегін сыбанам деген адам үшін бұл жалқаулық пен әлсіздік өте жаман нәрсе екен бұл негізі. Тік тұру, әрдайым еңбекке ұмтылып тұру, еңбекқор болуға тырысу, жүрген жеріңде жақсылыққа шақырып жүру, жамандықтан тыйып жүру. Одан кейін вароббака факаббир, жүрген жеріңде Алланы ұлықтау. Мысалы, біреу ғайбат айтып жатса, болмайды. Алла тағала ұлы деген нәрселерді келтіріп, біреу бірдеңені ұрлайын деп жатса, болмайды. Алла ұлы. Әр нәрседе солда Алла ұлы көру керек. Неге сіз бағана сізге айқайлап тұрған кезде қоса айқайламадыңыз? Алладан қорқам, Алла ұлы ғой. Алла тағала маған жамандыққа жақсылықпен қайтар деген. Әр жерде мінезіңе қарасаң, шын мәнінде Алланы ұлықтап жатқан жүрек. Сөзіне қараса, шын мәнінде Алланы ұлықтап жатқан жүрек. Яғни адам ешқашан өтірік айтпайтын болса, ол Алланы ұлықтап жүрген адам ол.
Адам әрдайым уәдесін орындап жүрген болса, Алланы ұлықтап жүрген адамды. Міне сондықтан ұлықтау, одан кейін киімнің тазалығы. Міне 14 ғасыр бұрын аталы эстетика бәрі кіреді осыған. Шомылуыңыз, тырнақ, шаш, күллі нәрсе, киім таза, хош иіс, әдемі жаңа киініп жүруіңіз Алла үшін болу керек, адамдар үшін емес. Аллаң тағалаң үшін сен көрсет кімнің тәрбиесінде екеніңді. Сосын лас нәрселерді, жаңағыдай күнә, ширк, тағы да басқа неше түрлі нәрселерден бастап, күллі көңіліңе жақын нәрселерді таста дейді, бұл нәрселерді. Бұларды алып таста дейді. Әйтпесе менімен бірге боламайсың деп аталады Алла Тағала. Өйткені мен тазамын, тек тазаны қабылдаймын. Міне. Одан кейін ешқашан жасап атқан ісіңе міндетсінбе. Көп істедім деп айтпа. Міне. Осы нәрселер Алла үшін істеп атқан, Алланың сауабын қаладым деген адам үшін міндетсіну, көп істеп атырым деу деген нәрсе ол жағымсыз сипаттар екен. Алла үшін істеп жүрген адам ол ешқашан көп істедім деп айтпайды екен. Міне. Одан кейін Раббың үшін сабыр ет. Өйткені сынақтар келеді, ертең өз бойыңда сынайды, өз малыңда сынайды. Осы сабырлыққа байланысты жаңағы бір пайғамбарымыздың бір хадисін айтып кетсек, иншалла. Алла Тағала бір құлға дейді, бір дәрежені атап қояды дейді жәннатта. Сабақат лаху манзилатан. Мына дәрежені осы құлыма берем дейді екен да. Лам яблуху би амалихи. Сосын ол құл дейді, амалдары арқылы ана дәрежеге жетуге жарамай жатыр дейді. Не намазымыз жетпей жатыр, не садақамыз жетпей жатыр ана дәрежеге. Бірақ ол дәреже аталып қойылған. Не істейді деген кезде, мен бұны былай жеткізем деп айтады екен Алла Тағала. Қалай деген кезде, япталихи фи жасадихи. Мен бұны денесіне байланысты сынақтар берем дейді. Мен бұны баласына байланысты сынақтар берем. Малымен де сынайым. Сол сынап атқан кезде юсо бируху аля залика. Сабырлы болуына өзім көмектесем дейді екен, қараңыз. Сынып кетпей үшін да өзім көмектесем дейді екен да. Хатта юбаллигуху әл-манзилата аллати сабақат лаху минху. Сөйтіп жаңағы өзі атап қойған дәрежеге ол құлын жеткізбей қоймайды дейді. Соқтан сынақтардың түсіндіңіз ба, сыры неде? Сынақ сіздің дәрежеңіз үшін. Өйткені амалың жетпей жатыр. Сондықтан күнәлар көп болып сауапты азайтып жатыр. Сондықтан сынақтарды әкеп жаңағы мәртебеге қарай Алла лайықтайды екен да. Міне сол жолдарды, сондай сынақтар болғанда сабырлық бізге керек. Міне соны айтып жатыр Алла Тағала, Раббың үшін сабыр ет. Ей пайғамбар, Раббың үшін сабыр ет. Осылайша міне 1, 2, 3, 4, 5, 6 мына жерде 7 қасиет айтылды. Аль-Муддассир сүресі пайғамбарымыз жаңағы уахи үзіліс алғаннан кейін келіп басталған уахиға қарасаңыз, қандай пәрменді болды. Міне мектебіне қабылдады Алла Тағала. Түсінсіз ба? Мына 7 характер. Осы 7 характер арқылы Алланың тәрбиесіндегі мектепке кіре аласың. Енді осыдан өтіп болғаннан кейін ар жағында енді неше түрлі аяттар келеді, неше түрлі қиыншылықтар болады, құрметті жамағат. Оған әлі тоқталамыз пайғамбарымыздың өмірбаянында. Бірақ осы бастама өте маңызды. Пайғамбарымыздың ар қарай өмірін түсіну үшін да, қандай жүрекпен кірген пайғамбар, қандай принциптер қолына ұстатылған, қалай ол қадам басқан Аллах Тағаланың елшісі болу жолына да. Міне осы нәрселерді Алла Тағала бізге айтылған мағыналардан баршамызға пайдалар нәсіп етсін иншалла баршамызға.